Юба-ды компания ғимаратының алдында күтіп тұрғанынан басталады. Ол оның кешігіп қалғанын байқайды, сондықтан оны әзілдеп шақырады. Оған қорқынышты баға беретінін біледі. Оны таңертеңнен бері күтіп тұрғанын және оның қара көлікпен келе жатқанын біледі. Ол көлікті іздеп, техникалық сипаттамалары бірдей көлікті байқайды. Ол мінуге шыққанда ішінен бір адамды тауып алады. Ол жүргізушіге бас бармағын жоғары қояды және олар оның Юбаге олар үшін емес, өзі үшін тапсырыс бергенін түсінеді. Бәрі жақсы, бірақ ол сәл кешігіп қалды. Кешіріңіз, ол оның жынды екенін байқап, сөйлемнің ортасында сөзін бөліп тастады. Жүргізуші болып жатқанның бәріне қобалжи бастайды, бірақ оның менеджері оған қарап, кетіп қалсын деп белгі береді. Осы қиыншылықтан құтылайық. Дит егер оны тез арада сол жерге жеткізсе, бұл оның рейтингін төмендетпейтінін біледі. Сонымен қатар, мен сізге бірнеше кеңестер беремін. Дит қасындағы адамның үнсіз қалғанына таң қалады. Содан кейін оған Линде бірге болған адам, оның досы телефон соғады. Неге ол кетіп, оны жалғыз қалдырды? Ол келіп, оны алып кетуі керек еді. Ол оған, сен не дедің, деді. Кез келген таксиге отырудан өзіңізді құтқарып, осында келіңіз. Ол трубканы қойды. Ал біздің досымыз Белаудан, мен сені бұрын қайда көрдім, деп сұрады, деді ол оған. Ал ер адамдармен ескі әдіспен сырласамын дейтін әйелдер әлі де бар ма? Беланың жолы болмағаны сонша, ол оны ұятқа қалдырды. Ол оған, мен сені бұрын көрген сияқтымын, деді. Бірақ ол оған, әрине, сен мені көрдің, деді. Мен атақты жұлдызмын. Менің соңғы жұмысымды көрмедің бе? Мен әлемдегі ең жақсы қосалқы рөлді сомдадым. Бірақ бұл рөл адамдарға қатты ұнағанын айтуым керек. Менің аккаунтымда үшеу және жазылушылар да бар. Маған жазыл, қымбатты көрерменім. Ай, бұл туралы маған айтып жатыр. Басымды ауыртқан мен болдым. Мен саған шынымен шындықты айтамын. Не болды? Мені әлеуметтік желі мүлдем қызықтырмайды. Мен сенен бұл туралы сұрағанымда қателестім. Тіпті сериалдарда да. Ол есінен танып қалды. Олардың әңгімесі Линге оның Юба екенін хабарлау үшін қоңырау шалғандай болды. Және ол оны күтіп тұр. Бірақ оның шығатынын немесе шықпайтынын білмейді. Ханым, Лин өзін жайсыз сезінеді және оның дұрыс емес жерге түскенін түсінеді. Ол бұл такси ме деп сұрағанда, ол оған бұл такси емес екенін айтады және ол оны бір жерге түсіруін өтінеді. Ол шара қолданады. Бірақ ол бірге келе жатқан адам джентльмен және ол оған бәрібір шығудың қажеті жоқ екенін айтады. Біз бір жерге барамыз. Ол қонақ үй болады. Сондықтан олар сені жолда тастап кетеді. Сондықтан ол оған өзінің саяхаты мен сөйлеу мәнері туралы айтып береді және оған мінгені үшін алғыс айтады. Және бұл оның тыңдауға кешігіп, оған осылай бас иіп, соқтығысатын уақыты келгенін білдіреді. Содан кейін ол біздің кейіпкерімізбен бірге мінуге мәжбүр болған адамды тастап кетеді. Ол оны дұрыс түсінбейді және ол оған мұны істегенін айтады. Ол менің сенімен бірге мінгенімді қаламайды. Сондықтан ол сол қызбен бірге жүре алады. Менің айтайын дегенім, бірақ біздің кейіпкеріміз оның қателесіп, онымен бірге барғанын және оған қиын болғанын біледі. Сондықтан ол немере ағасы оны өзімен бірге алып кетеді деп шешті. Кейіпкерімізге қайта оралайық. Ол кастингке келгенде, оның орнына баруға мәжбүр болған адамның аты Чу. Ол оны қатты қызғанады және үнемі қиын рөлдерді ойнауды сұрайды. Ең таңғаларлығы, біздің Real actress, fearless. қорықпайды және қолынан келгеннің бәрін жасайды және бәрі оған, тіпті Чуға да тәнті болады. Яғни ол оның рөлге үміткер болуы мүмкін екенін біледі және тыңдаулар аяқталғанда ол ойлана береді. Оның содан кейін оған досы қоңырау шалады. Ол оның ой-өрісін үзіп, рөлге кейіпкерді таңдағанын және ол әлі де бақытты болатынын хабарлайды. Ол оған, жоқ, бұл сенің кесіріңнен емес, дейді. Ол оның өнерін бәрі жақсы көретініне ренжіді. Соған қарамастан, жеңіске жеткен ол емес, және ол оған мән бермейтінін қайталай береді. Содан кейін ол басқа тыңдауларға барады. Ол сүйіктісінің үйіне барып, біраз демалып, сол күні не болғанын айтып береді. Бірақ оның үйінде бір қыз бар екенін білгенде, шок одан сайын күшейе түседі. Ал ең үлкен шок, ол оны көріп, оның жақын досы екенін және әлі де онымен сөйлесіп жатқанын білгенде. Ал оның досы сүйіктісінің оны тастап кеткісі келетінін біледі. Мен оны сенен тартып алған жоқпын. Оған мән бермейтін жалғыз сенсің. Ол сенің қызықсыз адам екеніңді біледі. Ол сені аяйтындықтан саған бауыр басып қалды. Басқа ештеңе жоқ. Сондықтан ол оған, жарайды, махаббатым, оны өзіңе қалдыр, деді. Ол маған бәрібір керек емес. Ол шынымен ренжіп, ашуланып жүреді. Ол айналасындағылардың бәрімен үнемі ұрысып тұрады. Оған оның сатқындығы қатты әсер еткені сонша, ол серуендеп жүргенде есінен танып қалды. Ол ауруханаға түскенде, ол сынақтан өтіп, оның қатерлі ісікке шалдыққанын және сүйек кемігінің бір бөлігін беретін біреуді таппаса, ол өлетінін айтты. Бұл оның жағдайына байланысты жылай беретінін білдіреді. Бүкіл әлем оған қарсы қару ұстады. Бірақ келесі күні ол бас тартпайтынын қайталай береді. Ол Қытайдағы ең ірі медициналық орталыққа барады және кездейсоқ кейіпкер сол орталықтағы әжесіне барады. Әжесі олар туралы және оны көргісі келетіні туралы айтып береді. Бірақ кейіпкеріміз оған қызықпайтынын және оны тастап кеткеннен бері оны ұмытып кеткенін айтады. Сондықтан ол ренжіп, бұл мәселені тез шешіп, өзінің олар оның сапарынан қайтып келе жатқанын біледі. Ол оған тата дейді. Тран менің әпкеме қатты ұқсайды. Сондықтан ол одан үйленетін басқа қыз іздеуін сұрайды. Менің қаншалықты шаршағанымды және өлетінімді көрмейсің бе? Балам, мен немерелерімді көтергім келеді. Мен сені қалаймын. Сен сияқты кез келген қызды маған шақыр.
мен оны саған үйлендіремін. Батыр әжесінің қобалжығанын байқаса, оны тезірек сүйіктісімен таныстыратынын айтады. Сонымен бірге Лена дәрігердің қабылдауында ол оған сүйек кемігін мүмкіндігінше тезірек трансплантациялау керек екенін айтады. Бірақ оны ешкім жасамайды. Мен оған қайырымдылық жасаймын. Сондықтан мен оның денесіндегі нервтерді тыныштандыру үшін оған химиотерапия мен ауырсынуды басатын дәрілерді беруге мәжбүрмін. Лена есінен танып қалады. Олар оның шашы түсіп, актерлік мансабы құлдырайтынын біледі. Осылайша менің бүкіл арманым бұзылады. Доктор Юсеф онымен кездесіп, сүйек кемігі оған сәйкес келетін адам бар екенін біледі. Бірақ ол қазір дайын емес. Ол сүйек кемігін донорлыққа бергісі келеді. Сондықтан ол оны сендіру үшін оның атын білуге тырысады. Бірақ ол оған бұл ақпараттың құпия екенін айтады. Алайда медбике дәрігерден өзімен бірге келуін өтінгенде оның сөзін бөледі. Сондықтан ол мүмкіндікті күтіп, оның жеке істерін қарап, оның есімі Линк екенін біледі және оның бір адам екені кездейсоқ болып шықты. Ол оның ізіне түсіп, қосымша ақпарат алуды шешті. Ол оның ірі компанияның директоры екенін және оның бай екенін білді. Кенеттен оның досы Виви оған хабарласып, сүйіктісінің сатқындығы туралы хабар тарағанын айтты. Сондықтан ол оған сыйлық беріп, суықтылығына байланысты Вивиге тағайындалды. Бірақ ол біздің кейіпкерімізді әлі де іздеп жүргенін білді. Сондықтан оған сыйлық берді. Ол мен сүйсінетін актердің досы. Ол оған онымен қалай байланысуға болатынын айтты. Виви оған көмектесуден бас тартқан кезде, Линк оған қатерлі ісікпен ауыратынын және оған көмектесе алатын жалғыз адам ол екенін айтады. Бұл жерде оның досы өкінетінін сезеді және оған қол жеткізу үшін бәрін жасауға дайын екенін біледі. Олар оның сәрсенбіде жаттығу залында болатынын біледі және олар оны көруге баруды шешеді және оны іздеуді жалғастырады. Олар оның келмегенінен қорқады, бірақ оның жағдайын көріп, біз оны осында жүргендей сезінеміз. Оның құрбысы өзін жараланғандай етіп көрсетіп, жүргізушіден көмек сұрайды. Біздің кейіпкеріміз осы мүмкіндікті пайдаланып, оны қарсы алу үшін тез қашып кетеді. Оны көрген бойда артынан жүгіре бастайды. Оған соңғы рет мінгені үшін алғыс айтады. Батыр оған таң қалып, не қалайтынын сұрайды. Ол оған: мен қатерлі ісікке шалдыққанымды білдім. Сені қабылдауға ешкім көмектесе алмайтынын және сен маған сүйек кемігіңді беруің керек екенін білдім, дейді. Бірақ, әрине, ол оған көмектесу үшін оны мүлдем танымайтынын түсініп, бас тартады. Ол оны көндіруге тырысады және жақынырақ танысуды сұрайды. Бірақ ол оған мүлдем қызықпайды. Ол өз пікірінде қалады және егер ол оған осындай жақсылық жасаса, өмірінің соңына дейін оған риза болатынын біледі. Ол одан ештеңе ұтпайтынын айтады. Ал ол оның артында тұрып: мен сенің қалағаныңды істеймін, мен тек қабылдаймын, дейді. Қараңызшы, егер сіз маған көмектеспесеңіз, мен өз-өзіне қол жұмсауды ойлаймын. Ол өзін бассейнге лақтырып жібереді. Ал сен оның мүлде жүзе алмайтынын білесің. Егер мен өлсем, ол сенің кесіріңнен ол үшін уайымдай бастайды және оны қуып жету үшін тез төмен түседі. Бірақ ол оның көбірек кейіп танытатынын біледі. Сондықтан оны тастап кетіп қалады. Бірақ ол қалғанда, ол әлі де оны елемейді. Бірақ ол бас тартпайды. Ол компаниядан тыс жерде күте береді. Ол сыртқа шыққанда, ол оның қасына жүгіріп келеді. Ол оның күні бойы осылай тұрғанын байқайды. Ақырында ол оған мүмкіндік беруді шешеді. Ал ол әлі де оны мақтап, оның қандай жақсы адам екенін айтады. Ол оның бұл тегін емес, қымбаттым дегенін естиді. Мен жақсылықтың орнына бірдеңе аламын. Ол оған: мен саған беремін, бірақ менің көзім саған береді, дейді. Ол оған: жарайды, үйленеміз, дейді. Ол шошып кетті де оған: жоқ, ондай дәрежеде емес, қалжыңдап тұрған шығарсың. Солай емес пе, дейді. Ол әзілдеп жатыр. Ал бұл тақырыптар әзіл емес. Ол оған: құдайға ант етемін, мен қалжыңдамаймын, қымбаттым, дейді. Ол таң қалып, одан: неге маған тұрмысқа шыққың келеді, деп сұрайды. Барлық қыздар сен үшін өлуге дайын болуы керек. Ол оған қыздарды іздеумен айналысатынын және оның қайырымдылығының орнына оған үйленетінін және осылайша олар жақсы болатынын айтады. Ол одан асықпауын және сабырмен ойлануын сұрайды. Ол оған жауап беру үшін телефон нөмірін береді. Ол барып, бұл туралы Фифіге айтқан кезде, ол бұл оның мүмкіндігі екенін және оны пайдалануы керек екенін айтады. Ол телефон нөмірін алып, оған қоңырау шалады. Ол жауап бергенде, ол Линге бұл туралы ойлағанын және онымен кездескісі келетінін айтады. Ол одан шынымен кездесуін сұрайды. Ол оған жақындағанда, оның осы уақытта тамақ әзірлеп жатқанын көреді. Ол одан: жаным, сен мұнда неге келдің, деп сұрайды. Ол біреумен кездесуді ұсынады, бірақ оны кіргізгісі келмейді. Құдай разылығы үшін мені өзіңмен бірге алып кет. Саған ешкім жоқ деп айтпайды, дейді ол оған. Бұл зергерлік бұйымдар салоны және олар сені ол жаққа жібермейтіні сөзсіз төбешік. Ол оған көмектесуден бас тартады және оның мүлдем жақсы емес екенін біледі және оның жүзін көрген сайын одан сайын ренжіп қалады және ол оған Құдайға шүкір сол сезім туралы айтады. Содан кейін біздің кейіпкеріміз күтпеген жерден пайда болады. Ал кейіпкердің көмекшісі оған жақындап ішке кіреді. Ол барып, Линкпен кездескенде, ол өз шешімін білуге дайын. Бірақ ол оны тыңдаудан мүлде бас тартады және оған алдымен оны қалайтынын айтады. Яғни ол бәрібір дайындалып жатқанын білдіреді. Өйткені ол онымен бірге көрмеге барады. Ал сен менікі боласың, компания. Лин оның сөзіне жымиып,
көйлек киюге барады. Ол Лингке оны және оның қаншалықты әдемі екенін еске салады. Сондықтан ол оған көрмеге қойылған қымбат алқаны сыйға тартады. Ал Лин онымен кеш дайындап жатыр және ол оның сұлулығын барлығына еске салады. Ол зергерлік бұйымдарды қарап жатқанда, оның жанынан бұрынғы жігіті мен сатқын досын тауып алып, олардан қашуға тырысады, бірақ олар оны тастап кетпейді және оны мазалай бастайды. Сондықтан ол оларды елемей кетуге тырысады. Бірақ оның шошқа досы оның тағып жүрген алқасын көріп, флирт жасап, сүйіктісінен оны алып келуін өтінді. Содан кейін ол Туктың қасына барып, олардың кім екенін сұрады. Ол оны сатқын досына берді. Содан кейін оның шошқаға шығу күні бұрын болған шынжырды суырып алып, оны ренжіту үшін шешіп алуын өтінді. Линг оған: "Сенде тізбектің 8-ден 1 бөлігі бар екеніне сенімдісің бе?" дейді. Ол осылай ойлайды да: "Қалай ұялмайсың?" дейді. "Қанша айтқың келеді? Мен оны сатып алдым." Оның айтуынша, $50 миллион. Ол бұл сомаға таң қалды және олар оның алқасын 2 күн ішінде төлемесе, түрмеге жабылатынын біледі. Олардың бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін білгенде, "Жарайсың, қымбаттым." Бірақ кейіпкер одан алдымен Линнен кешірім сұрауын сұрайды. Уайт одан, сондай-ақ одан және оның сүйіктісінен кешірім сұрауға тырысады. Содан кейін ол оны тастап кетіп қалады. Кейіпкер оның соңынан еріп, оған көрсеткен көмегі мен қамқорлығы үшін алғыс айтады. Олар оның онымен некелері туралы сөйлескісі келетінін біледі және оның оған үйлене алмайтынын біледі. Өйткені ол неке бір-бірін жақсы көретін екі адамның арасында болуы керек деп санайды. Сондықтан ол оған өзінің бейман емес екенін, ғашық екенін және кез келген адамға үйленгісі келетінін айтады және ол одан аулақ болуға тырысады. Ол екеуінің бір-біріне жарасымды екенін айтып, оны үйіне апарып беруін өтінеді. Ол келіскенде, үйге қайтып бара жатқанда әжесі телефон соғады. Батыр одан жауап беруін сұрайды. Әже дауысты естіп, оны өзінің құрбысы деп ойлайды. Ол сенің жаныңда отырған жігітті әкеліп, маған тез кел деп айтады. Олар ауруханаға келе салысымен, Линг әже оны көріп, оған қатты қуанды. Медбике келіп, Линмен бірге жүруін өтінеді. Лин бірдеңе дұрыс емес деп қорқады, бірақ ол оған Линнің өзін нашар сезінетінін және Тамиямды одан сайын жақсы көретініне өзін сендіргісі келетінін айтады. Ол кетіп бара жатқанда, егер олардың некелері 2 жыл бойы құпия сақталса, олар оның келісетінін біледі. Ол әрине келіседі. Ал келесі күні ол олардың оның операциясына қажетінің бәрін дайындайды. 2 ай өтті. Біз Лингтің сүйек кемігіндегі кейіпкеріміз үшін Ра туатынын білеміз. Ол жұмыстың бір бөлігін орындады, ал оның қалған рөлі уәдесін орындап, онымен бірге тұруға көшу. Ол барып, заттарын досынан алады. Біз бірге барамыз. Чуронды әуежайда қарсы алуға барғанда, ол сапардан қайтып келеді және Линг оны қарсы алуға келмегендіктен ренжіді. Ол оған бос емес екенін айтады. Ал ол одан өмірінде сүйіктісі бар жоғын сұрағанда, ол Линг пен қызы бар екенін айтады. "Сен ақымақсың. Оның бетіндегі шыбындардан ұялғанын білесің. Оны нағыз шок күтіп тұрғанын білесің. Құрметті көрермен, бұл нағыз шок. Және басқа ештеңе жоқ. Кеттік." Лин Лингтің үйіне келгенде, қызметші оны бөлмесіне апарады. Ол бөлмеден Лингтің киімдерін тауып алады. Ол таң қалып, "Одан бұл не?" деп сұрайды. Ол "Менімен жатама. Мен үйге кірдім деп ойлаймын. Бұл дұрыс емес." Бірақ кенет Линг жуынатын бөлмеден шығып, қызметші одан күдіктенбеу үшін бірге ұйықтайтындарын түсінді. Олардың әңгімесі Ронға жетеді. Ол оларды бірге көреді. Ол жарылып, бәрін дұрыс түсінбейді. Бірақ Линг оған мүлдем мән бермейді. Ол оны төменде күтуін өтінеді де, Лингті осылай алып, төменге түседі. Сондықтан Ран одан әуежайға неге келмегенін сұрайды. Ол оған бос емес екенін айтады. "Айтайын дегенім, Чолинді осылай қорламақ болғанда, Ран ішке кіріп, оған бұлай жасамауын айтады. Себебі бұл Линнің досы. Мен оның ренжитініне сенімдімін." Ол оған: "Жоқ, ол менің досым емес, ол менің әйелім, қымбаттым", дейді. Және ол Ранның бұған таң қалатынын елестетеді. Оның сөздері және мен Линнің құда түскеніне қынжылдым. Ол Рионның оның өмірін жеңілдетуге тырысып жатқанын елестетеді және ол Линнің оны осының бәрінде алдап, үйленетінін біледі. Бұл Лингтің онымен көңіл көтеруін білдіреді. Бұдан басқа ештеңе жоқ. Линг Лингке ашуланғанда бізбен бірге жүреді және сіз оның некелерін жариялағысы келмейтінін және олардың 2 жыл ғана осылай өмір сүретінін білесіз. Сондықтан ештеңені шатастырудың қажеті жоқ. Бұл әжемнің біздің кітаптарымызға деген сенімін арттырады. Бұл бір нәрсені жасыру керек дегенді білдіреді. Тез арада, 2-ші күні ол Линге келгенде, оның агенттігі тыңдау үшін өзіне қажет әйелді іздейді. Ол оған кез келген жаңа жұмыс іздейді. Оның менеджері оған бос рөлдер жоқ екенін және олар танымал актерлерге назар аударатынын айтады. Бірақ кенеттен біздің кейіпкеріміз маңызды оқиғаның болатынын біледі және ол оған кім жауапты екенін білуге тырысады және ол оны өзіне апаруы үшін оған жақындай түседі. "Онда әрекет етіңіз." Келесі күні ол бізге өзінің актерлік өнерін көрсету үшін келгенде, Линг оны өзімен бірге алып кетуді ұйғарды және жолда оған сақина сыйлады. Бірақ Линг бас тартады және журналистер оның үйленгені туралы жаңалықтар мен қауесеттерді жариялайды деп қорқатынын айтады. Сондықтан ол оған қарсылығы жоқ екенін айтады. "Қызым, егер сен бұған дайын болсаң, мен біздің некеге дайынмын." Бірақ ол бас тартқаннан гөрі бақытты болғанды жөн көреді. "Біздің досымыз оған, мен сенің шешіміңді қабылдаймын, жүзігіңді тағып ал", дейді. "Біз доспыз ба, әлде не?" Кенеттен іс-шараға жауапты менеджер пайда болды және ол көлікте кім отырғанын көру үшін сол жерге барғысы келді. Өйткені ол бастапқыда кейіпкердің жанкүйері болды және ол оның бар жоғын білгісі келді. Ол біздің кейіпкерімізден қорқады. Оларды бірге көреді және өзінің сәттілігін пайдаланып,
оны шынымен жақсы көретінін айтады. Содан кейін ол компанияға келіп, сыртқы келбетін ретке келтіру үшін жуынатын бөлмеге кіреді. Ол Ин есімді менеджері туралы әңгімелерді естіп, кейіпкерді шынымен жақсы көретінін растайды. Ол осы мүмкіндікті пайдалануды шешеді, өйткені ол кейіпкермен таныс болғандықтан, ол да іс-шараға барып, оған қатыса алады. Ол онымен кездесуге барады және біздің кейіпкеріміз туралы және олардың бір-біріне қаншалықты жақын екендігі туралы әңгімелейді. Егер бұл оқиға оны басып алса, ол онымен келіссөздер жүргізе бастайды. Ең бастысы, бұл оның кейіпкерімізге жақындауына көмектеседі. Менеджер шынымен келіседі және опасыз жоспар сәтті болады. Үйге келген соң, ол бөлмесін тінтіп, өзіне ұнайтын ақпаратты іздейді, бірақ ештеңе таппайды. Ол кейіпкердің роботпен бірге өсіп келе жатқан суретін көріп, роботтарды ұнататынын айтады. Ол линкке келіп, бөлмесіне қарап, не істеп жатқанын сұрағанда, ол оларды бақылап отырғанын айтады. Мен соңғы рет осында болғанымда, мен оны жақсы көрмедім. Ол маған бет бұрады, өйткені мен сенің өтірікші екеніңді білемін. Ол оған шындықты айтады. Ол оған, қараңызшы, шынымды айтсам, ол сіз туралы және сізге ұнайтын нәрселер туралы аздап білгісі келеді, дейді. Мен де сенің нені жек көретініңді білгім келеді. Ол оған өз жұмысын жақсы көретінін айтады. Сондықтан ол оны жалықтырған кезде жақсы көреді. Ол одан нені ұнататынын білесің бе деп сұрағанда және оның оған ұнайтын барлық нәрселер туралы айтып бергені таң қалдырса, оның ең кішкентай бөлшектерді де білетініне таң қалады. Келесі күні ол менеджерге барып, кейіпкер туралы және оның роботтарды ұнататыны туралы біраз ақпаратты білді. Ол оған, жарайды, жүр, сенің қолың менің қолымда, қымбаттым, деді. Робот сатып алып, батырдың серіктестігіне барайық. Ол роботты алғаш көргенде шошып кетеді, өйткені ол кейіпкердің оны жай ғана пайдаланғанын біледі. Басқа ештеңе жоқ. Мен оның нені жақсы көретінін білгім келеді. Ол ренжіді. Менеджер оған мұны ұсынғанда, робот оны елемей кетіп қалады. Ол менеджерге көп қиындық туғызады және ол ештеңеге көмектеспейтінін және қосымша болып қала беретінін біледі. Кейіпкер өмір бойы осылай естиді және ашуланады. Кейіпкерді ренжіткенін түсінеді, қайтып оралады және оның роботтарды шынымен жақсы көретінін және оларды да жақсы көретінін біледі. Онымен бірге кешке барыңыз. Сондықтан ол оны қатты жақсы көреді және Лин оны осы іс-шараға өзімен бірге алып кететінін біледі. Бірақ Лин ренжіді, өйткені ол Линді ренжітті. Сондықтан ол мұндай галстукты жақсы көреді және оны сатып алмақшы. Бірақ біреу келіп, оны оның алдынан алып кетеді. Сондықтан ол мүмкін емес. Ол шыдай алмай, сүйіктісімен ұрысып қалғанын және оған сыйлық ұнағанын айтып, оны беруін өтінуге барады. Сондықтан бұл сүйкімді адам оны оған беруге келіседі және ол бәрібір оған бұл үшін ақша төлейтін болады. Бірақ ол бас тартып кетіп қалады және ол оның шынымен жақсы адам екенін бірден көрсетеді. Ал біздің кейіпкеріміз мұндай еркектердің әлі де бар екеніне сене алмайды. Егер ол мені көрсе, сол сәтте олай айтпас еді. Бірақ, жарайды, оны басыңа алма. Ол үйге келгенде Линкке сыйлық беріп, одан кешірім сұрайды. Бұл оны шынымен естігенін және олар қайтадан құшақтасып жатқанын білдіреді. Ал екінші күні біздің кейіпкерімізге Ран қоңырау шалып, олардың бір-бірімен тең болуын сұрайды. Өйткені олар қыздар. Ал шын мәнінде, бейшара қыз онымен әдеттегідей әрекет етіп, осылай бастайды. Ран одан Линкпен қарым-қатынасы туралы сұрайды. Сондықтан ол олардың жақсы қарым-қатынаста екенін және оның оған жақсы қарайтынын біледі. Ран қатты ренжіді және оның бойында қызғаныш сезімі бар екені анық. Ал біздің кейіпкеріміз дайындалу үшін кеңсесіне барғанда, менеджері оған өте қымбат көйлек сыйлауын айтып, оған күтім жасауын өтінеді. Бірақ ол досымен сөйлесіп жатқанда, ол абдырап қалады. Ал көйлек бұзылады. Оның менеджері не болғанын біледі және одан шаршайды және бұл көйлектің қымбат екенін біледі және ол өмір бойы жұмыс істеп, нашарлай бастаса да, оны төлей алмайтынын біледі. Оның көз алдында Чу. Біздің кейіпкеріміз осылай ренжіді, бірақ ол бас тартпайды және көйлегін жөндеуге тырысады. Бірақ кенеттен ол досы Вивидің оған қоңырау шалып, дәл өзі сияқты көйлек тапқанын және оны ала алатынын айтып жатқанын көреді. Ол кетіп бара жатқанда, ол онымен кездесіп, Вивидің оны алдағаны және бұл мәселені Линк шешіп, көйлекті оның мекен жайын сатып алғаны туралы хабарлама жазды. Көйлек мәселесі шешіліп, ақыры кетіп бара жатқанда, оның өкшесі сынған оқиға болады және бұл таңғажайып оқиға болады. Ол үшін жаман күн болады және ол ойлағандай теледидарға шықпайды. Ол үйге келгенде Линк оған көмекке келеді және дұрыс жүрмегендіктен деформацияланған аяқтарын емдейді. Ал шын мәнінде дұрыс емес жүру оның одан ұялғанынан басқа ештеңе емес. Сайып келгенде кейіпкеріміз оған атақты болу үшін мұның бәрін жасаудың қажеті жоқ екенін және олар үйленетінін жариялағаннан кейін ол мүлдем сал болып қалатынын айтады. Дейді ол, айтшы, мен сені де, атыңды да қанамаймын. Менің айтайын дегенім, өз мүддем үшін мен өзім атақты болғым келеді. Келесі күні кейіпкер оның және ол қатты ренжіді. Сондықтан ол бақытты және сатып алған көйлегінің бағасына айырбас ретінде одан құтылуға көмектесуді ұсынады. Ол мұның бәрі оның әлеуметтік желіде олардың туыс емес екендігі туралы ресми мәлімдеме жасауы үшін қажет екенін айтады. Оның оған аккаунты мүлдем жоқ екенін айтқаны таң қалдырады және ол оған тек жұмыс істеп жатқанын айтады. Міне, солай. Ол оны өзіне есептік жазба жасауға мәжбүрлейді. Бір сағаттың ішінде ол аккаунтқа толығымен сілтеме жасап, Линді оның танымалдылығына және оның атақты адамдардан гөрі
танымал болуына қарай тағайындайды. Ол серуендеуге шыққанда алдынан сүйкімді кішкентай итті тауып алады. Сондықтан ол иесін тапқанша оны үйде қалдыруды айтады. Иесі ол онымен бірге үйге келгенде қызметші оған кейіпкердің жануарларды ұнатпайтынын айтады. Өйткені ол демікпемен ауырады және оған ашуланады. Олар сондықтан Лин оны шақырады, бірақ ол оны көндіруге тырысады. Ол компаниядан қайтып келгенде ол онымен сөйлесе бастайды. Бұл оның қаншалықты сүйкімді екенін көрсетеді. Ол оны итін тастап кетуге көндіруге тырысады. Ол оған «Мен сенен қорқа бастадым» дейді. «Маған не істеп жатқаныңды айт. Сонда әлем тезірек өзгереді және сен өзің тартқан апаттан құтыласың». Ол оған «Жоқ, Құдайға ант етемін. Апат немесе басқа ештеңе жоқ» дейді. Ол жай ғана өлімші. «Махаббатым, сен менің күйеуімсің, менің сені бүлдіруге құқығым жоқ» дейді ол оған. «Қалағаныңды істе. Шынымды айтсам, мен ит алғым келеді». Ол әрине бас тартады да иттерді үйге әкелуге келеді, бірақ кейін кетіп қалады. Келесі күні оянғанда төсегінде ұйықтап жатқан итті көреді. Ол қорқып қыз сияқты айқайлай бастайды. Лин дыбысқа жүгіріп келіп, Линнің итті өзімен бірге алып келгенін білетінін білді. Ол оны ит сыртқа шықпаса көшеге лақтырып жіберемін деп қорқытты. Лин оны ұрып соғып, «Егер ит серуендейтін болса, мен онымен өзім серуендеймін» деді. «Мен оны тастап кетемін деп ойлайсың ба? Әлде не? Айтайын дегенім, мен әйелдер құқығын қорғаушыларды өзіммен бірге алып келемін бе? Олар сені өшірді ме? Әлде ұмыттың ба?» Ол итті алып кетіп қалады да оған «Не сен, не мен?» дейді. Кенет оған біреу қоңырау шалып, оның ит иесі екенін айтады. Ол оны тастап кетіп бара жатқанын айтып, қайтып келгенше итті бақылап тұруын өтінеді. «Біз бұл адамның киім дүкенінде кездескен адам екенін білдік. Ол оны жасырын түрде елемейтін сияқты. Біз кейіпкерге көшеміз». Ол итке ренжігендіктен кейіпкерді елемей жүре береді. Ол Вивиге қоңырау шалып, оған көмектесуін сұрайды, бірақ Виви оған көмектесудің орнына оған күле береді және олардың қарым-қатынасы Құдайға тәуелді екенін және олардың бір-біріне ұқсайтынын айтады. Мысық пен тышқан. Кенеттен олардың әңгімесінің ортасында Лин Ранға қоңырау шалып, онымен кездесуге барғысы келетінін айтады. Ол келіседі, бірақ бұл жолы досын өзімен бірге алып кетуге тура келетінін айтады. Ол кездесуге барғанда Ренттің келмегеніне және ол жерде тек Чу бар екеніне таңқалады. Олар бір-бірімен ұрыса бастайды. Чу кенеттен шаршап, сыртқа жүгіріп шыққанша, ол оның телефонын алып, оны әзілдеп жатыр деп ойлайды, бірақ ол ауырып қалды. Сондықтан ол оған көмектесіп, оларды адамдар жоқ жерге апаруға тырысады. Ол оған көмектесе алмайынша онымен бірге болады, бірақ олардың суреттері жаңалықтарда және бәрі олар туралы сөйлесуді жалғастыруда. Сол кезде оған Батырдың көмекшісі келеді. Олар оның Чу мен Линк екенін біледі. Олар кинотеатрда қамалып қалды, өйткені олардың айналасында адамдар көп болды. Ол шошып кетті де Чуға тез көмектесу үшін оларға жүгірді. Ол оны жанкүйерлерінен құтқаруды ұйғарды, ал Лин оны тез алып кетті. Олар кетіп қалды. Жолда олар Батырмен кездесіп, оның алдынан жүгірді. Батыр оны тез ұстап алып кетіп қалды. Ол оны жақсы көре бастағаны анық және оның жанкүйерлерінің досына көмектескені үшін алғыс айтады. «Біздің досымыз да осы мүмкіндікті пайдаланып, Линктен иесі қайтып келіп, оны алып кеткенше итін тастап кетуіне рұқсат беруін сұрайды. Біздің кейіпкеріміз келіседі және оның итті шынымен үйде қалдырғанын тыңдайды. Біздің кейіпкеріміз компанияға келгенде ол туралы үнемі ойлайды, бірақ кенеттен біреу оған қоңырау шалып, Ранның Бейрутта ауырып қалғанын айтады. Ол оны тез байқайды, бірақ ол келгенде бірінші кезекте Ранның жағдайы жақсы екенін және оның туған күніне тосын сый дайындағанын айтады. Сонымен бірге Лин де кеш дайындап жатыр, өйткені оның туған күні мен Линктің күні бір-біріне сәйкес келеді. Бірақ ол оның кешігіп келе жатқанын байқады. Сондықтан ол қатты ауырып, олардың туған күнін ұмытып қалдым деп ойлады. «Біз кейіпкерімізге барамыз». Ол Ранды алдап, оны осылай көпшілік алдына шығарғанын мазақ етеді және ол кешке қызықпайтынын және әйелімен бірге тойлап жатқанын біледі. Сондықтан ол оны тастап кетеді. Ал Ран қатты ренжіді. Ол Линді де өзін де ұнатпайды және ол біздің кейіпкерімізден кез келген жолмен құтылу керектігін қайталайды және ол туралы философиялық тұрғыдан ойлайды. Сондықтан ол оған көмектесуді ұсынады. Кейіпкеріміз үйіне қайтып келеді. Кейіпкеріміз қатты ренжігені белгілі болды. Ол тортты жеп, оған осылай қарап, оны жегісі келеді. Фабия оны сыйлық алу үшін бір жерге апарды. Олар бірге тамаша уақыт өткізіп, бір-бірінің көңілін көтеріп, бақытты болуда. Келесі күні Лин Вивимен кездескенде, ол оған не болғанын, оның қалай аяқталғанын және кейіпкерлердің бір-бірімен қалай тіл табысқанын айтып береді. Кенеттен Лин пайда болып, кешкі ас кезінде барабандарын ойнайды. Құдайға шүкір, Фифимен өз оқиғаларын толығымен бөлісетін бейшара қыз, яғни ол көшіп келіп, олармен бір үйде тұрады, ал кейіпкер одан бас тарта алмайды. Бірақ оның менеджері оның ренжігенін байқады. Сондықтан ол Фифиге барып, онымен бірге тұруды бұйырды, ал Фифи бақытты болды, өйткені ол бәрібір оған тәнті болды. Кенет оның менеджері Линге телефон соғып, оның телехикаяға түсіп, ақыры танымал болғанын айтады. Ол үйге келгенде итін алып кететін адамды күтіп отыр, бірақ оның кешігіп қалғанын байқайды. Ол оған қоңырау шалады. Ол бүгін келіп, оны алып кете алмайтынын түсінеді. Ол одан келесі күні онымен кездесуін сұрайды, бірақ ол мұны құпия ұстайды және оның мекен жайын беруін сұрайды. Ал ол оған итін беру үшін өзі келеді. Ол оны көруге келгенде, ол оны өз үйінде қабылдайды. Ол одан шаршап,
оның есімі Нан екенін біледі, және ол оған киім дүкенінде көмектескен адам екенін есіне алады. Оның шаршап, ауырып жатқанын байқаған ол одан отбасы туралы сұрайды. Ол олардың барлығы саяхаттап жүргенін түсінеді. Ол оған қамқорлық жасауды және оған тамақ дайындауды жалғастырады, және тамақ пісіріп болғанша демалуын сұрайды. Нан оянғанда ауырсынуды басатын дәрі әкелгенін көреді. Ол оның назарын аударғанына риза және оның оған тәнті болғаны анық. Келесі күні кейіпкеріміз түсірілім алаңына барғанда, кейіпкер оны өзімен бірге алып кетуге бел буып, оны тастап кетеді. Және ол оны жол бойы ер адамдар туралы ескертуді жөн көреді. Және ол оған бірдеңе керек болса, немесе оны біреу мазаласа, оған қоңырау шалу керектігін біледі. Және ол оны тыныштандырған кезде, ол одан әрі қарай жүреді. Ол түсірілім алаңына келе салысымен, оның алдында Ранды көреді, және ол Ранның Лу есімді әдемі жігіт екенін, және оның көршісі екенін біледі, және Луға қоңырау шалу үшін бірдеңе керек пе деп сұрайды. Ол оған көмектеседі. Ол біздің кейіпкерімізге алғысын білдіріп, кетіп қалады. Ал ол оны пайдаланып, одан сенің досың ба деп сұрайды. Онда сен оны неге ұятқа қалдырғың келеді? Бірақ хамелеон оған үндемеуді және оның айтқанын орындауды бұйырады, және оның жақсы ниеті жоқ екені белгілі болады. Ол компанияға келгенде кейіпкерімізге барамыз. Олар менеджеріне соңғы бірнеше күнде біртүрлі нәрсе болып жатқанын айтады. Барлық қызметкерлер бірінен соң бірі жұмыстан шығып жатыр. Сондықтан кейіпкер таң қалып, одан істі тергеуді және айналасындағы компанияларды іздеуді сұрайды. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, ол оны одан да көп ақшаға азғырады. Бұл кезде біздің кейіпкеріміз отырып, мәтінді осылай оқиды. Сондықтан ол қаласа, оған жақындай алады. Ол өзін таңуға тырысады, бірақ ол оны итеріп жіберуге тырысады. Қалай екенін білмейді және өкінішке орай қорқады. Бірақ соңғы сәтте шөкіріп, оны бір сәтке алып кетеді де кетіп қалады. Яғни ол онымен қайта айналысады. Бірақ Линге бәрібір, ол онымен қайта кездесіп жүр. Шын мәнінде, ол оған тағы да жабысып, осында келеді. Ол мұны соңғы сәтте байқап, оны қайтарып алады. Ол олардың соңынан еріп, оларды әшкерелеу үшін бірге түсіруді жалғастырады. Содан кейін Чо Лингке қоңырау шалады. Олар Линге қауіп төніп тұрғанын және біреу оған жақындауға тырысып жатқанын біледі. Батыр оған баруды шешеді, ал ол жай ғана ақымақ болады. Ол оған біреудің оған зиян тигізгісі келетінін білгенде оны қорғауға келгенін айтады. Шын мәнінде, ол оны алып кетіп, қонақ үйде бірге уақыт өткізуге кетеді. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін кейіпкер төбелестің шуына шығады. Ол банданың қызды қорлап жатқанын байқайды. Ол барып, оны олардан құтқарады. Біздің кейіпкеріміз әлсіз болып көрінеді, бірақ шын мәнінде ешкім нинза бола алмайды. Асат оларды басып тұрып, ұстап тұр. Біздің кейіпкеріміз қызбен кездескен кезде қиындықтарға тап болады және оны бандадан қорғау үшін оны өзінің көмекшісі етіп, оған үнемі көмектесіп отырады. Тағы бір рет кездесуге барыңыз. Осыдан кейін ол түсірілімді аяқтау үшін қонақ үйге барады, бірақ ол келе салысымен алдынан Лу тауып алады. Ол серуендеп жүргенде, ол оның неге жаяу жүргеніне таң қалады. Ол одан қайда бара жатқанын сұрайды. Ол оған түсірілімнің тоқтатылғанын және үйге келе жатқанын айтады. Біздің кейіпкеріміз бұған таң қалды, бірақ кенеттен оған телефон соғылды. Ол кейіпкердің апатқа ұшырағанын білгенде шошып кетеді. Ол оны алып кету үшін ауруханаға жүгіреді және оның алдында осындай күйдегі жараларды көреді. Ол одан Батырдың жағдайын сұрағанда, ол білмейді. Дәрігер келіп, оның миы шайқалғанын біледі. Оны тексеру үшін палатаға кіргенде, ол оны мүлде танымайды. Бұл нағыз шок және оның шынымен де есте сақтау қабілетін жоғалтқаны анық. Кейіпкер оны әзілдеп жатыр деп ойлайды, бірақ содан кейін Чу пайда болып, оған қызметші ретінде қарай бастайды. Ол оның шынымен де есте сақтау қабілетін жоғалтқанына сенімді. Біздің кейіпкеріміздің естелігі жиналғандардың барлығының көз алдында, ал ветеринар да есеңгіреп, бөлмеден шығып, ауруханаға барады. Дәрігер оған кейіпкердің миында ешқандай жарақат жоқ екенін, бірақ оның есте сақтау қабілетін жоғалтқанын және оның жағдайы сирек кездесетінін және біздің кейіпкеріміз не болғанына сенбейтінін айтады. Бірақ дәрігер оған Хасанның өмірінің соңғы 2 жылын ғана ұмытып кеткені үшін бақытты екенін және уақыт өте келе жақсаруы мүмкін екенін айтты. Кейіпкер жүйкесін басқаруға тырысады, бірақ өкінішке орай, оны көру үшін бөлмеге кіргенде бәрібір пайдасыз болады. Ол оны жалаңаш күйінде ұстап алып, жеп қояды, ал ол ренжіп қалады. Өйткені ол қашып кеткенін және оны ұмытып кеткенін есіне алады. Ал кейіпкер оған қамқорлық жасап, Ранның орнын басуға тырысқанда, ол бас тартады. Ал Рони оның одан алыстамайтынын біледі. Кейіпкер одан сайын өзгеріп, ренжіп қалады. Және, әрине, хамелеон Рони бақытты, өйткені ол кейіпкерге жақындай түсті. Ал біздің кейіпкеріміз сүйіктіміз, егер олар шынымен үйленген болса, онда ол осы кезеңді тастап, одан аулақ болу керектігін білетінін біледі. Және бұл оның өміріне араласпау үшін, ол ашуланып, оған мені бірінші кезекте тұрмысқа шығуға мәжбүрлеген сен екеніңді айтты. Ол оны тастап, ренжіп кетіп қалды. Ал Чо араша түсіп, Линмен бұлай әрекет етпеу керектігін айтқысы келгенде, Ран ішке кіріп, оның ауырып жатқанын және оны ешкім кінәламайтынын айтты. Жауынгердің оған жақындауға мүмкіндігі болды. Бір күні өкінетін күн туады. Қымбаттым. Кейіпкеріміз үйіне келген сайын үнемі өзін кінәлайды. Бірақ оған досы Фифи келеді. Оның Лингтің оны ұмытып кеткенін және оған жамандық жасағанын білетінін білесің. Егер мен сенің орныңда болсам, бұл менің одан кек алуға, ажырасуға және сенің барлық құқығыңнан айыруға мүмкіндігім болар еді. Бірақ қызымыз Асила оған мүлде ажырасуға ниеті жоқ екенін айтады. Ал сен оның мәселесін сұрасаң,
Ол, жоқ, мен күйеуіме бұлай бармаймын, деп жауап береді. Мен онымен бірге боламын, оны қиыншылықта қалдырамын деп үміттенемін. Бұл деректер мен Бибон. Біздің кейіпкеріміздің берілмеуге рухы жетеді деп үміттенуге болады. Біздің кейіпкеріміз олардың естеліктерін бірге еске алады. Қоңырау шалып, бұл оның сүйіспеншілігінің уәдесі екенін айтады. Ал келесі күні ол шынымен ауруханаға барғанда, оның бөлмесінен шығып бара жатқан қызды көреді. Өкінішке орай, бұл қыз одан бұл туралы сұрағанда жылап жіберді. Ол оған ашуланып, оның оған ешқандай қатысы жоқ екенін айтты және олар Ренттің оған олардың қарым-қатынасы үстірт екенін және олардың ыңғайлы болу үшін үйленгенін және басқа ештеңе жоқ екенін айтқанын біледі. Әлі, сондықтан оған да бәрібір және олар мұны жасаған жалғыз адам екенін және ол сізге ұнамаса да оған қамқорлық жасауыңыз керек екенін және ол Раннан да жақсырақ болуға лайық екенін айтады. Оны түскенше азап шегетінін білдіреді. Ал кейіпкер оның орнынан тұрғысы келетінін біледі. Ол осылай тұрғанда, сол кезде хамелеон кіріп келеді. Ол олардың қайтадан жақын болып кеткенін сезеді. Ол оған осылай көмектесуге тырысады. Ол оған, жоқ, махаббатым, рахмет, мен сенің қызметтеріңді бағалаймын, дейді. Мен күйеуіме өзім қараймын, мен жаман көзді жек көремін. Менің айтайын дегенім, сенің жұмысың ғана бар, бірақ онымен түсініксіз сөйлесіп, жақын арада өсек аяңмен айналысуға уақыт болмайтын сияқты. Чо екеуің туралы қауесеттер тарап жатырсыңдар. Оны көргенде агенттік менеджері телефон соғып, қасына келгенде әзілдесіп, бұл қауесеттер сені де, Чоны да құртып жіберетінін айтады. Және ол олардың жақын арада баспасөзден жоғалып кету керек екенін біледі. Кейіпкеріміз ренжіп үйден шығып, кейіпкердің қасында болып, оны тыңдағанын қалайды. Бірақ ол олардың алдында нанды көреді. Ол олармен көп уақыт өткізеді және оған соңғы рет қамқорлық көрсеткені үшін алғыс айтады. Ол одан неге ренжігенін сұрағанда, олар оның жауынгер досының есте сақтау қабілетін жоғалтқаннан кейін күйеуімен жақындасқысы келетінін және оның ренжігенін түсінеді. Ол оған шешімнің өте қарапайым екенін айтады. Онымен бұрынғы естеліктерге қарағанда жақсырақ жаңа естеліктер жасау. Ол бұл жоспарды шынымен жақсы көреді және келесі күні ол кейіпкерге жақындауға тырысады. Бірақ біздің досымыз суық болып қалады және оған жүзін көрсетпейді. Оның барлық әрекеттері сәтсіз аяқталды және ол Чо келіп, оның өмірін жеңілдеткенше ренжіді. Ол және оның кейіпкері бір-біріне өте жақын екенін көргенде, ол одан сайын ренжіп, қашып кетеді. Сондықтан ол оған олар туралы қауесет бар екенін айтады. Сен білмедің бе, әлде не? Жоқ. Тағы не? Олар қарым-қатынаста екенін және бірге суретке түсу үшін бір жерге баратынын айтады. Бұл Қытайдағы үрдіс, мен сізге айтпаймын. Осыдан кейін кейіпкерімізбен сөйлесуге барады. Ол оған өзінің Чоға жақын екенін сезінетінін үнемі айтып отырады. Ол оған жоқ, біз жай ғана доспыз дейді. Ал ол сенің Роханға жақын екеніңді айтады. Ол оған өзінің әпкесі сияқты екенін және оның менеджер болып жұмыс істейтінін айтады. Бұл қазіргі уақытта қиын емес. Ол оны пайдаланып, оған менің осында екенімді айтпа, дейді. Келесі күні кейіпкеріміз ауруханадан шығады. Біздің кейіпкеріміз оны үйіне апаруға барады. Ал Ран ішке кіргенде, Шок оны тоқтатып, онымен бірге уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Ол үйге келгенде, Белла Ран мен Шохомен бірге. Олар итпен ойнап жүр. Ол оны қайдан алғанын сұрайды. Ол оған сыйлық беріп жатыр ма? Әлде ұмытып қалдың ба? Бірақ сол кезде жауынгер Рон араша түсіп, оларға жануарларды жек көретінін және өтірік айтып жатқанын айтады. Линк оны шынымен жек көреді және оған бұл иттен қалай болса да құтылу керектігін айтады. Ол оған егер ол кетсе, мен онымен бірге кететінімді айтады. Ал ол оған сенбейді және мен қалаймын, дейді. Және ол шошып кетті, өйткені ол оны оңай тастап кетті. Ол әлі де ренжіп, Линкті иттерді қайтадан асырап алуға қалай көндіру керектігін ойлап жүр. Ол өз компаниясына келіп, Чумен кездескенде одан көмек сұрайды. Ол оған кейіпкерге қалай жақындауға болатыны туралы үнемі кеңес береді. Ол оларды қолданған кезде кейіпкер оны бұрынғыдан да жек көреді. Сондықтан ол Чуға қоңырау шалып, сенің кеңесің бос сөз деп қорлайды. Мұның бәрі сәтсіздікке ұшырады. Бұл адам мені жек көреді. Ол оған соңғы кеңес беретінін біледі. Бұл есім менен шыққан. Мен солардың бірімін. Қарашы, мен саған бұл туралы 10 жыл бұрын айтқанмын. Ер адамның жүрегіне жетудің ең жылдам жолы оның асқазаны. Ал егер Линк дәмді нәрсе дайындап, оны жақсы көретін болса, онда оның естеліктері міндетті түрде қайта оралып, оны қайтадан жақсы көре бастайды. Біздің кейіпкеріміз шынайы Чо мен оның кеңестерінен үмітін үзіп, ұйықтап қалады. Сонымен бірге ол мені ол туралы және ауруханада жатқан кезде олардың арасында болған жағымды сәттер туралы және оның оған қалай жақындауға және кез келген жолмен жақын болуға тырысқаны туралы ойлауға мәжбүр етеді. Оның оған деген біртүрлі сезімі бар және ол оны шынымен жақсы көретінін айтады. Бірақ екінші күні кейіпкеріміз Чоның кеңесіне құлақ асқанын қайталайды. Бар болғаны, оның алдында ешқандай шешім болмаған соң, ол тамақ пісіруді жалғастырады. Ол таң ата оянып, батырға ас әзірлейді. Оның тамағы көп, бірақ біздің кейіпкеріміз мұның бәрін жеуден бас тартады. Ол отырады да жалынып, жалбарынып, ал сенің өмірің мен дайындаған тағам үшін, мен жұмсаған күш жігерім үшін және құдіретті Құдай үшін, дейді. Мен одан қатты шаршадым. Ол сенің бұл екеніңді көріп, дәмін татуға ерте келді. Менің айтайын дегенім, ол оны бірінші рет жегенде, ол одан бұл не деп сұрайды. Қызым, біздің кейіпкеріміз оған, сен бұл сылтауды ойлап жатырсың, қымбаттым, дейді. Саған бәрі ұнамайды, мені ренжіткің келеді. Құдайға ант етемін, мен ішімдегі ашулы жанды сыртқа шығарамын. Ол оған айтады, бірақ бұл сен ғана. Неге менің басым сенен ауырады? Сен сондай ашуланшақсың. Мен оның дәмін татып, сенің шынымен дұрыс екеніңді айтамын. Жүр, жігіт, барып,
қайда жұмыс істейтініңді көр. Мен жай ғана жануармын. Мен саған тамақ әзірлеу үшін таң ата тұрдым. Мен бәрібір дұға етуім керек еді. Батырдың менеджері келіп, оның кестесі туралы айтып береді. Лин Лингтің компаниясы атақты адамдар жарысын өткізіп жатқанын біледі. Ол кейіпкерден оны өзімен бірге алып кетуін сұрайды. Бірақ ол, әрине, бас тартады. Ол тек өзіне ғана сену керектігін түсінеді және ол міндетті түрде келіседі. Ол кетіп қалады. Ал оның агенттігі Линнің Лингке деген сүйіспеншілігін пайдаланады. Ол оны мақтай береді. Мен сені және той көйлегіндегі кейіпкерді көретінімді айтпауым керек пе? Екеуің бір-бірлеріне өте жарасымдысыңдар. Бұл қалай мүмкін? Менеджер, әрине, оның көңілін көтеретін біреуді тапқан бойда, оған жалғастыруды айтады. Ол мұны бірнеше рет қайталайды және оны өзімен бірге Батыр компанияның жарысына апарады. Үйге келгенде ол Лингті осылай мазақтай береді және олар оның жарысқа қатысатынын біледі. Келесі күні ол жарысқа аттанғанда, егер ол жеңіске жетсе, оны жеңіс тұғырына көтеретінін біледі. Ақырында ол, жарайды, жеңіс пен жеңіс осында, дейді. Бұл енді менің таңдауым емес. Бұл кез келген жағдайда міндетті болды. Қымбаттым. Бірақ, әрине, керісінше болып жатыр. Қымбатты көрерменім. Оған ешкім мән бермейді. Ал Лин оны байқап, осында келеді. Ол күлімсіреп, осында тұруын жалғастырады. Ол Ронмен бірге келгенін қайдан білсін? Ол одан шаршады және ол мүлдем өзгерді. Ол Фебені қуанту үшін оны қуыра бастайды және ол Лингті осылай алады. Линг олардың өте жақын екенін түсінгенде, ол да қызғанады. Ол жарыстан бас тартып, жаяу кетуге шешім қабылдайды. Лин оның соңынан еріп, Ранның қасында екенін және олар үйге бірге қайтатынын жазады. Ол Ранды өз сөздерімен қатты ренжітеді және оған өзін ұстауға және Лингті үйленген адам деп ойлауға кеңес береді. Сен мені арзан кейіпкер деп ойлайсың ба? Әлде не? Мен сені бәрі басатын кілемге айналдырамын. Ол күнжіт көлеміндегі мойнымен досы Вивиге оралады. Ол оған, мен саған бірдеңе айтқым келеді. Скорпион хамелеоны күйеуіме жақындап, оны алып кеткісі келеді. Мен онымен не істерімді білмеймін, дейді. Ол Вивиге бас тартпауға, Скорпионға мүмкіндік бермеуге кеңес береді. Олардың үйде бірге отырғанын пайдаланып, оған жақындаңыз. Маңызды кездесуі бар кейіпкерімізге қайта оралайық. Кенет ол Линнің қасына келіп, оғаш істер жасап жатқанын көреді. Ол оны кәдімгідей қабылдап, үйден шығып кетеді. Лин оның бұл әрекетіне таң қалды. Ол Нанның үйі өте жақын екенін есіне алғанша қайда барарын білмейді. Ол сонда барып, тынышталып, не болғанын айтқанша онымен бірге болады. Егер ол Лингті ұнатпаса, онымен ажырасады. Оның ішіндегі Скорпионның рухы да шыға бастайды. Бірақ ол оған мұны істей алмайтынын айтады. Өйткені ол оның өмірін сақтап қалды. Кеш екенін түсінгенде, ол тез кетіп қалады. Ол үйге кеткенін біледі. Ал сен осылай отыра бересің. Сіз не істей бересіз? Өзіңді жалғыз қалдырма, жаным. Сондықтан ол оны осылай қорлай бастайды. Ол жалығып, оған ашуланады. Ол оның өзгергенін және оның естеліктерін қайтару үшін қолдан келгеннің бәрін жасағанын айтады. Бірақ ол одан алыстаған сайын, кейіпкеріміз мұндай нәрселер туралы айта бастайды және оған деген өшпенділігі жоқ екенін айтады. Ол одан сұрайды. Ол оны жақсы көреді. Солай емес пе? Бірақ ол оның сұрақтарына жауап бермейді. Өкінішке орай, ол шаршады. Сондықтан демалу үшін бөлмесіне кетті. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, Нанмен сөйлеседі. Олар оның Лингті қалай алдап, оған әсер ету керектігін біледі. Біздің досымыз оның қасына келе бастайды және оның өтірік айтқанын түсініп, ашулана бастайды. Келесі күні ол оны мүлдем елемей жүре береді. Оның ең тітіркендіретіні, Рун осылай келіп, Лингке жақындай бастаған адам. Біздің бейшара кейіпкеріміз Чомен кездесіп, оны алдап, Ранға үйленіп, оны күйеуінен аулақ ұстауға мәжбүрлейді. Бірақ Чо, әрине, бас тартады. Біреу оларды бақылап, суретке түсіріп жатыр. Ол бұл суреттерді Чоның әкесіне көрсетеді. Біздің кейіпкеріміз үйге оралғанда, хамелеонның сусынды кейіпкерге арнайы дайындағанын біледі және оны өзінен басқа ешкімге ішуге тыйым салады. Біздің кейіпкеріміз және оның иті қайтып келгенде, ештеңе таппау үшін осының бәрін ішкен. Ал Скорпион Рен қатты ренжіді. Сонымен қатар кейіпкердің естелігі оған қайта орала бастағанын және оның әйелін жек көре бастағанын байқады және оған саған жамандық тілейтінін айтты. Бірақ мен әрқашан сенің бала кезіңдегі досың болғанмын және саған қамқор боламын. Біз ең жақын достар едік және, әрине, біз бірге болдық. Және ол мұны бізді ажырату үшін жасайды. Ол одан сорпадан ішуді сұрай берді. Бірақ ол оны иіскегенде біртүрлі иіс сезді. Сондықтан ол сорпа ішіп жатқанда ұялы телефонын алып келеді деп шешті. Бірақ ол осылай тұрып, оның ішетін ішпейтінін бақылап отырады. Ал кейіпкер оған күдіктене бастады. Өйткені біз Лин мен иттің олардан ішетінін білгенде, олар шынымен шаршағандықтан ұйықтай берді және бұл оның одан күдіктенуіне себеп болды. Ол сорпаны осылай ішкенде, ол ұйықтап қалады. Сондықтан Рент оған жақындап, застырсыды. Бірақ Лин оған қолын созды. Осы кезде ол оған күйеуінен аулақ бол деп айқайлайды. Егер ол оған қайта жақындаса, ол жойылады және Линг тек өзіне тиесілі екенін біледі. Ал кейіпкер бізді жақсы көреді. Өкінішке орай, сол рухта жүре берсең,
өкінесің, Ран. Ол кетіп қалады да, Лингтің не болғанын көруге барады. Бірақ ол өзінің кейіп танытып жатқанын және сорпа ішпегенін біледі. Бірақ оны талдау үшін өзімен бірге алып кетті. Ол оның ішінде не бар екенін және онымен не істегісі келетінін білгісі келді. Ол оны талдағанда, оны шетіндердің шаршағанын сездіретін шөптер бар екенін және бұл есте сақтау қабілетінің жоғалуына себеп болуы мүмкін екенін анықтады. Лин достарымен кездескенде, ол Ранның күйеуіне жақын екенін және олардың есте сақтау қабілетін жоғалтып алуы мүмкін деп қорқатынын айтады. Ол оның көзінен ғайып болады, бірақ олар оны мақтай береді. Кенеттен олардың әңгімесін Ахудың әкесіне ұқсайтын адам тоқтатады. Ол Линмен бірге жүруін өтінеді. Сондықтан ол достарынан батыр Лачумен сөйлесуін сұрайды. Ол жерге келгенде ұлы Чу оған ұлынан аулақ болу керектігін және оның басқа әйелге үйленгенін айта береді. Олар Линнің Чумен мүлдем айналыспайтынын және олардың жай ғана дос екенін және оның басқа біреуді жақсы көретінін біледі. Нағыз ұлы келіп, кіріп, әкесіне Линмен осылай сөйлесіп тұрғанын, ал әкесі оны бәрібір ұрып соғатынын айтып айқайлайды. Ол оны алып кетеді. Оның орнына мен пышақтап тастадым. Батыр пайда болады және әйелінің соққыға жығылғанын білгенде, ол Ашудың әкесімен ұрысып, онымен қарым-қатынасын үзеді. Өйткені ол әйелін ұрғаны үшін ақша төлейді. Ол үйге келгенде, ол оған қамқорлық жасайды және оның жарасын емдеуге көмектесуге тырысады. Ал ол оған деген сүйіспеншілігін және оны жақсы көретінін мойындайды. Ол оны өзіне деген сүйіспеншілігін көрсету және естеліктерін қайтару үшін сатады. Бірақ соңғы рет ол кейіп танытты және олар қайтадан бір-біріне жақын болды. Ол Лингке келгенде, ол Ранмен кездеседі және олар оның ол туралы шындықты білгенін біледі және сіз мұны өзіңіз мойындауыңыз керек. Мен сізге мүмкіндік беремін. Ол мұны жоққа шығарғанда, ол оған мүмкіндігінің жоғалғанын айтып, одан аулақ болуын және өмірінен аулақ болуын сұрайды. Хамелеон жылай береді. Ал Нан оған жеңілгенін айтуға келгенде, ол маған көмектесуге рұқсат беруін сұрайды. Хамелеон бас тартып, кетіп қалады. Ақыры кейіпкеріміздің атақты болып, қызыл кілеммен жүруге мүмкіндігі болды. Ол ойын шоуына қатысады және оған қарсы шығады және оны соңғы рет сөйлескен адаммен сөйлесуге шақырады. Ол кейіпкермен сөйлескісі келмейді, бірақ ол қоңырау шалатын адам және сол қоңырау арқылы бәрі оны жауап беруге мәжбүр етеді. Ал ол оған жауап беруді жалғастырып, динамикті қосады. Ол оған қоңырау шалып, өзін еркелетіп, «Момо, мен сені сағындым», дейді. «Сен қайдасың? Мен сені көптен бері жақсы көремін». Ол бұл сынақта жеңіске жетіп, оның алдында есікті бірден жауып тастайды. Өйткені ол ештеңе айтпас бұрын және оны одан да көп көрсетпес бұрын бәрінің көзінше абдырап қалған көрінеді. Бірақ оның менеджері Хамелеон оның айтқан есіміне назар аударып, біздің кейіпкеріміз сөйлесіп тұрған адамның біздің кейіпкеріміз екенін және оның фильмдегі көрінісі оларды бір нәрсемен байланыстыратынын сезді және ол Чудан осылай сұрады. Ал ол үндемегенде, ол шынымен де солай екеніне сенімді және зұлымдық танытады. Бұл жаңалық барлық жерде таралады және бұл кейіпкердің одан да көп таралуына себеп болады және ол олардың қарым-қатынасын қолдайтын жанкүйерлерден басқа көптеген ұсыныстар алады. Біз бұл жаңалықты ашулы және ренжіген деп қабылдайтын Ранға барамыз. Сондықтан Нан оны оның көмегін қабылдауға көндіруге тырысады. Ол оған, менің басымнан кет дейді. Сен сияқты біреудің көмегін қабыл алуы мүмкін емес. Сен мені пайдаланғың келеді. Басқа ештеңе жоқ. Және ол Лингтің басынан өткен оқиғаға олардың бірге қатысы бар деп ойлайды. Сондықтан ол қатты қорқып, одан не қалайтынын сұрайды және оның жаңа жоспары бар екенін және қауіпті нәрсе тапқанын біледі. Сонымен бірге кейіпкеріміз кейіпкердің шкафында жасырын сейф бар екенін байқайды. Бірақ ол оны ашпақ болғанда, Линг, әрине, бас тартты. Қобалжып оған кедергі келтірді және онда өте маңызды қағаздар мен оның жұмысына қатысты құпия бар екенін айтты. Біздің кейіпкеріміз таң қалды, бірақ әлі де ішке кірмейді. Ол біздің кейіпкерімізден мұны неге шкафта жасағанын сұрайды. Сондықтан ол оның киімдерін жинап жатқанын біледі, өйткені ол сапарға шығады. Және бұл, әрине, мен атақты болғаным үшін. Ал сен мұны білесің. Оның үстіне менде елден тыс жерде түсірілім жұмыстары жүріп жатыр. Ол оны қалуға көндіруге тырысады. Яғни олардың қарым-қатынасы ашылғаннан кейін ол одан атақты болуын сұрайды. Бірақ, әрине, ол бас тартып, оған, жоқ, қымбаттым, мен өз ісіммен айналысқанды ұнатамын, яғни жұмысқа араласпаймын, дейді. Келесі күні ол түсірілімге барады және біздің досымыз Чумен кездеседі. Ол бүкіл түсірілім кезеңінде олар тұратын қонақ үйге барады. Олар онымен танысқаннан кейін, олардың айналасына баспасөз жиналып, оның кейіпкерімізбен қарым-қатынасы туралы сұрай бастайды. Чу оны олардан қашуға көмектесуге көндіруге тырысады. Сондықтан ол тез барып, бір жерде жалғыз тұрып, алдында Нанды көргенше зерігіп қалады. Құдай-ау, құрметті көрермен, ол неге кенет осылай болды? Ол оған шырына келіп, онымен сөйлесуді жалғастырады. Олар Чуды осылай көреді. Сондықтан ол оны алып кету үшін Бирутқа барады. Ол одан бұл кісінің кім екенін сұрайды, бірақ ол оған айтудан бас тартады. Сондықтан ол оны, батыр, білемін деп қорқытады, бірақ кенеттен ол шаршады. Нан оның шырынына бірдеңе салып жатқаны белгілі болды. Сондықтан ол оны демалу үшін бөлмесіне апарады. Біз олармен бірге саяхатқа шығуды шешкен кейіпкерімізге барамыз. Ол қонақ үйге келгенде Белей Нан оның ақылымен ойнай бастайды. Олар Чойнның бөлмеде жалғыз екенін біледі. Батыр оның сөзіне ашулана бастайды, бірақ ол жүйкесін жеңуге тырысады және оны жібереді. Бөлмеге кіргенде ол оларды шынымен көреді. Ол ренжіп,
қызғана бастағаны белгілі болды, бірақ оған бәрібір. Лин сапардан оралғанда ол шаршағанын сезеді және оның жағдайы жақсы екенін және бұл жай ғана анемия белгілері екенін білу үшін тексеруге барады. Кейіпкер дәрігерге біраз уақыт бұрын емделіп жатқанын және лейкозбен ауырғандықтан ота жасалғанын айтқанда таңғалады. Бұл ойды дәрігер жоққа шығарды және ол оған бұрын қатерлі ісік немесе басқа ештеңе туралы айтпағанын біледі. Ол одан анализдерін әкелуін сұрайды. Бұл таң қалдырады. Құрметті көрермен, ол үйге оралып, барлық қажетті сынақтарды, ауруын растайтын құжаттарды іздей бастағанда, ол оларды сейфтен тауып алып, дәрігердің айтқаны дұрыс екенін және оның шынымен ештеңесі жоқ екенін және кейіпкер оны осы уақыт бойы алдап жүргенін түсінеді. Батыр үйге келгенде ол оған білгендерін айтып, оның оған күлгенін білетінін айтады. Ол мұның бәрін оны қалағандықтан жасағанын және оны жақсы көретінін айтады. Басқа ештеңе жоқ. Ол оған сеніп, оны кешіре алмайтынын айтады. Ол оны тастап, ренжіп кетіп қалады, бірақ кенеттен есінен танып қалады. Дәрігер оны тексеруге келгенде, оның анемиямен ауыратынын және оған жақсы демалып, дұрыс тамақтану керек екенін біледі. Батыр оның қасында қалып, оған қамқорлық жасайды. Келесі күні келгенде, біздің кейіпкеріміз одан қашуға тырысады және ол оған шыдай алмайды. Өйткені ол оны осы уақыт бойы алдап келген және оларды тапқаны кездейсоқтық емес. Линк жұмыста болғанда ол әлі де мазасызданады. Кейіпкер келіп, қызметшісінен оның аштық жариялағанын және үйден кеткісі келетінін біледі. Сондықтан ол қашып кетпес үшін үйдің алдына күзет қояды. Ол сөйлесу үшін оған жақындағанда, ол оған үй жануары емес екенін айтып, оны құлыптау үшін айқайлай бастайды. Мен саған шыдай алмаймын. Мен сенен алыстағым келеді. Және ол тек өзін ғана ойлайтын өзімшіл адам. Лин сәтсіздікке ұшырағанша қашып кетуге тырысады және ақырында оны құлыптап сыртқа шығып үлгереді. Бірақ ол сыртқа шыққанда Батырдың атасын көреді. Одан не болғанын сұрағанда, ол Линктің не істегенін айтып, ажырасуды сұрайды. Линк мәселені шешуге тырысып, кешірім сұрағанда, ол оған жарайды, үйден шықпа, дейді. Мен кетемін. Ол бас тартып, сөзін талап етеді. Ол оған мұның бәрін не үшін істеп жатқанының себебін және оны 2 жасында көргенін және ол оған көмектескенін және оның туған күніне қамқорлық жасаған бірінші адам екенін түсіндіруге тырысады. Содан бері мен сені бақылап жүрмін. Өйткені сен маған мейірімді едің. Содан бері мен саған ғашық болдым. Мен сені маған жақындату үшін не істеу керектігі туралы ойлана бастадым. Мен Линді қатты жек көре бастадым. Өйткені ол өзімшіл және оның ауруын қолдан жасағаны үшін оны депрессияға ұшыратты. Ол оны тастап, досымен кездесуге кетті. Ол оған пәтерінен көшіп бара жатқанын және Линктен мүлдем аулақ болу үшін басқа пәтерге көшетінін айтты. Оның досы оған деген сүйіспеншілігінің арқасында оны қуанту үшін осылай істеп жатырмы деп сұрайды. Ол оған сезімдерінің шиеленіскенін және оны кешіре алмайтынын, бірақ сонымен бірге оны жақсы көретінін айтады. Бірақ біздің кейіпкеріміз пәтер жалдап, оған көшеді. Келесі күні ол Нашоның өзіне келе жатқанын көреді. Ол одан сені жіберді ме, әлде бірдеңе жіберді ме деп сұрайды. Ол оған атасының мені жібергенін және ол сені ертіп барғысы келетінін айтады. Ол одан кейіпкерге жаңа үйінің орналасқан жерін айтпауын өтінеді және оның құпиясын сақтайтынына уәде береді. Олар оның күйеуінің қанымен жұмыс істейтінін біледі. Ол жұмысқа барғанда кейіпкердің олардың қарым-қатынасы туралы айтқанын және оның арқасында танымал болғанын біледі. Сондықтан олар оны елемейді. Ал егер ол туралы тағы бір рет айтса, ол кетіп ажырасатынын және одан аулақ болу керектігін білесің. Біз ол жаққа бірге барамыз. Линк Чуға барып, соңғы кезеңде оған өтірік айтқаны үшін онымен төбелескенде, кейіпкеріміз одан неге сонша ренжігеніңді сұрайды. Сен де оны жақсы көресің бе, әлде не? Бұл оған жақындауға және оны менен алуға жақсы мүмкіндік. Чу оны ұрды, өйткені ол досы туралы осылай ойлады. Содан кейін Чу біздің кейіпкерімізге барып, болған жағдайды айтып берді. Ол оны ұрды. Ол үшін уайымдайтын сияқты. Ол одан енді онымен ұрыспауын сұрайды. Ол балконды жабуға барады және мен оның үйінің астындағы Батырмын дейді. Бірақ оған бәрібір. Ол Чу кетіп бара жатқанда, егер ол әлі де сонда болса, оны көреді. Бірақ оның кеткенін біледі. Батыр үйге оралғанда, ол ренжіп қалады және өзінің өміріне деген сүйіспеншілігін, сондай-ақ ең жақын достарының сенімін жоғалттым деп ойлайды. Және ол ренжіді. Келесі күні ол Линді тауып алады. Ачджал одан кездесуге баруын өтінеді. Ол келіседі. Олар бір жерге барып, бір күнді бірге өткізеді. Ол тәубесіне келіп, үйіне қайтып келеді де, алдынан Батырды көреді. Ол оған мұқият қарап, ақыры өз қателігін түсінгенін және енді ол болмайтынын біледі. Өзімшіл және тек өзін ойлайды. Ол одан тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды. Бірақ ол оның мүмкіндігін жіберіп алғанын түсініп, бас тартады. Ол оған шынымен өзгеріп, басқа адамға айналғаны дәлелденгенін айтады. Ол оны тастап кетіп қалады. Ол үйіне келгенде, оның айтқанын ойлай береді. Ол оның шынымен өкінетінін және өзгергісі келетінін байқайды. Бірақ ол әлі де оған қызықпайды. Ол жұмысын аяқтағаннан кейін жаңа жұмысқа ауысуға дайындала бастайды. Сыртқа шыққанда алдынан тағы да Линкті көреді. Ол оған барлық жерде онымен бірге жүруді шешкенін және оны жалғыз қалдырмайтынын айтады. Бірақ кейіпкеріміз бас тартып, одан мұны сұрайды. Ол оны тастап, жалғыз қалдырады. Ол оны одан сайын мазалағысы келмейді. Ол оны тыңдап, қуа береді. Бірақ сонымен бірге оған күн сайын сыйлықтар жіберуді жалғастырады. Кенеттен оған компаниядан қоңырау келіп,
оларға жарнама жасау үшін келіп сұхбат беруін сұрайды. Олар оны таныстырады. Жарнаманың орнына олар оған көп ақша береді. Ол сұхбаттан өтпейінше кетпейді. Ол жарнамаға жауапты адаммен кездеседі. Ол одан шырын ішуін сұрайды. Ол ішкеннен кейін басы айналып, есінен танып қалғандай болады. Кенеттен Чу пайда болып, оның қандай күйде екенін көреді. Ол оған көмектесуге тырысады, және мұның бәрі Ронның кесірінен екенін, және оның нан шошқасымен келісімге келгенін біледі. Ал Линк оны ол үшін құлатуға мәжбүрлейді. Бұл жерде шиеленіс бар, және олар кейіпкерді досы оны сүйіктісімен алдап жатыр деп ойлауға мәжбүр етеді. Кейіпкер шын мәнінде уақытында келіп, шындықты біле алады. Ол кейіпкерді өзімен бірге үйіне алып барады. Ол жарылып кетеді. Құдайға шүкір. Сол күні ол оған өміріне қауіп төніп тұрғанын, және оған ұқсауға тырысқан адам бар екенін айтты. Ол батырдан қорықты. Міне, батыр оған қасында болуды ұсынады. Ал ол оны қорғайды. Бірақ ол қыңыр және оған үйіне қайта оралатынын айтудан бас тартады. Ал оның досы мен көмекшісі оның артынан келеді. Ол үйге келгенде, ол Чу үшін алаңдайды. Өйткені ол апаттан кейін жоғалып кетті, және ол оны алғаш кездестіргенде, олар бір-бірімен сөйлесіп отырады, және ол оны қазіргі күйінен шығарып алады. Оның әкесін көреді. Ол оған қатты ашуланып, кейіпкермен бірге түсірген видеосын көрсетеді. Ол есінен танып, ауруханаға түскенше оны ұра береді. Сол жерде кейіпкер оның қасына келіп, әкесін қорқытады. Егер ол оған тағы да жақындаса, ол туралы полицияға хабарлайтынын біледі. Бірақ ол оған бәрібір екенін және мұны істейтінін айтады. Оған қолыңызды қойыңыз. Ол алдынан батыр көріп, егер оған жақындаса, өзіне қауіп төндіремін деп қорқытады. Сонымен қатар, біздің мейірімді кейіпкеріміз әкесіне ұлын беруді ұсынады. Ал оның орнына ол оған көп ақша береді. Бірақ шошқаның әкесі бас тартып, оны Чумен кездесуге қалдырады. Ол оған ағып кеткен видео сен туралы екенін және ештеңе болмағанын айтады. Батыр оған сенетінін түсініп, айтқан сөзі үшін кешірім сұрайды. Бірақ келесі күні ол кеңсеге келгенде Чудың қайтыс болғанын біледі. Бұл ол үшін нағыз шок. Оның ең жақын досы қайтыс болды. Біздің кейіпкеріміз жаңалықтардан Чудың апатқа ұшырағанын көріп, оны көру үшін ауруханаға жүгірді. Ол келгенде сол жерден оның қайтыс болғанын айтқан батырды тапты. Ол жылап, есінен танып, жылай берді. Батыр оны тыныштандыруға тырысады. Оған оны тыныштандыратын біреу керек. Ол онымен бірге үйге келуін сұрайды. Ол бірнеше рет келісіп, оған екінші мүмкіндік береді. Ол шынымен де онымен бірге қайтып келеді және тергеуді жалғастыру үшін полицияға тапсырады. Ол полицейден кездесуді сұрайды. Олар мәйіттің жанынан әйелдің сырғасын тапқанын біле бастайды және олар апаттың артында тұрған әйел деп күдіктенеді. Бұл әйел. Кейіпкер шиеленісіп, сырғаны көргенде шошып кетеді де олар полицейлер бұл туралы жақсы білетіндерін түсінеді, және олар біздің кейіпкерімізден күдіктенеді, және ол қорқады. Бірақ кейіпкер оның кінәсіз екеніне және оған кез келген жағдайда көмектесетініне сендіреді. Кенеттен оларға белгісіз нөмірден хабарлама келіп түседі. Онда кейіпкер Чумен соңғы рет бірге болған жерге баруды сұрайды. Олар ол жерге жеткенде Чу мен Зои кейіпкерінің суретін тауып алады. Ол одан құтылуға тырысқандай әсер қалдырды. Кейіпкер есінен танып қалады. Ал Линк оның өзін өзі өлтіруіне жол бермеуге тырысқанын түсінеді. Ол да оған сенетінін түсініп, оны үйіне апарады. Бірақ олар келе салысымен сол жерден полиция тауып алады. Оқиға сыртқа шыға бастайды және олар оны тұтқындап, тергеуге алуды шешеді. Кейіпкер олармен бірге жүруді өтінгенде, кейіпкер оны тоқтатады. Олар оның қорықпайтынын түсінеді, өйткені ол еш нәрсе істемеген және оның кінәсіздігі дәлелденетініне сенімді. Ол одан жай ғана оларды тыңдап, оны жалғыз қалдыруын сұрайды. Ол кетіп бара жатқанда және полиция тергеуді бастағанда, олар одан не істегені туралы сұрай береді. Сол күні олар одан ештеңе жасыра алмады. Міне, кейіпкер келіп, полициядан онымен оңаша сөйлесуді сұрайды. Ол онымен сөйлесуге келгенде, олар онымен біраз уақыттан бері белгілі бір нөмір бойынша байланысып жатқанын біледі. Және олар бұл нөмірді іздеп жүргенде, оның Вик екенін және бұл адамның оны қорлауға тырысып жатқанын және басқа ештеңе істемейтінін білді және мені кез келген жолмен жақтағысы келетінін білді. Оған қарсы айып тағып, бірдеңе дәлелдеңіз. Ол шортты өз сөзімен өлтіріп, істі тергеуге бел буады. Олар батырға сенгені үшін алғыс айтады және батырды үйіне жаяу шығарып салады. Содан кейін ол оны тастап кетуін өтінеді де, сен бар, мен шұғыл түрде бірдеңе істеуім керек, дейді. Бірақ ол оны бақылап отырады. Оның соңынан еріп, оның оған көмектесуге барғанын көреді. Енді біз кейіпкерімізге көшеміз. Ол көмекшісінен неліктен кейіпкерге опасыздық жасап, оны суретке түсіргенін сұрайды. Бірақ ол оны жоққа шығаруды жалғастыруда. Ол оған қысым көрсетуге тырысады. Ал ол кейіпкер келгенше сүйкімді кейіп танытып, оны тағы да алдауға тырысады және тағы да кейіп танытады. Бірақ кейіпкер оған өзінің шынайы болмысын ашқанын айтады. Ал егер ол шындықты айтса, оны кешіретінін айтатындар. Ол мұны сұраған Ран екенін біледі. Кейіпкер Киранның оған ренжіту үшін жақындағанына таң қалды. Ол үйге келгенде, кейіпкер оны жұбатуға тырысады. Ол өзінің кінәсіздігін барлығына дәлелдейтінін біледі. Ол одан ренжімеуін және эмоцияға берілмеуін сұрайды. Бейкер баспасөз мәслихатын өткізіп жатыр. Бірақ кенеттен кейіпкер кешігіп келмейді. Бәрі таң қалады. Ол бұл үшін батырды және олардың отбасын кінәлайды. Ол мүлдем абдырап қалды. Кенеттен хамелеон Рини бұл идеяны өз пайдасына пайдаланып, кейіпкердің көмекшісімен бірге келеді. Ол кейіпкердің жоқтығын пайдаланып,
адамдарға және олардың отбасыларына өтірік айта бастайды. Кейіпкер шоудың өлтірілуіне оның себепкер болғанын және оған дәлелдерді жасыруға көмектесетін күйеуі екенін айтады. Сондықтан олар адамдарға шоуды өлтірген адамның кейіпкер екенін дәлелдейтін жалған бейнелерді көрсетіп жатыр. Барлығы сене бастады. Ренттің таққа отыруымен ол оған қуана бастайды және оның соңы жақын екенін, және кейіпкер әдеттегідей оған көмектесуге дайын болмайтынын біледі. Бірақ кенеттен кейіпкер пайда болады. Ол бастапқыда Ичигамен бірге болған және біз оның тірі екенін білеміз. Құдайға шүкір, бәрі бақытты, бірақ сонымен бірге таң қалды. Олар сондай-ақ Чоның түрмеге жабылғанын және оның артында тұрғанның бәрі өтірік екенін және оның кейіпкерді жақтағысы келетінін білгенін білді. Басқа ештеңе жоқ. Өйткені ол оны жек көреді және оған үйленгендіктен қызғанады. Мен ақпын. Ранның үстінен бәрі дірілдеп, оның қадір-қасиеті үшін еденді сүртеді. Полицияда келіп, оны алып кетеді. Ол бұған өте қуанышты. Шындығында, ол кейіпкерге көмектескені үшін алғыс айтады және ол қайтып келгенде, үйдегілер істің әлі аяқталмағанын және бұл жерде тағы бір адам бар екенін біледі. Мен оны басқарамын және біз сізді қорғау және ненің жақсарып жатқанын анықтау үшін онымен байланысуымыз керек. Оның әкесімен қарым-қатынасы жақсарды. Сонымен бірге кейіпкердің кейіпкермен қарым-қатынасы жақсарып, кәсіби өмірі де жақсарып келеді. Сондықтан оған актерлік рөл беріледі. Ол өте бақытты болады. Ал екінші күні ол жаңа киім сатып алмақшы болғанын қайталайды және оны біреу бақылап тұрғанын байқайды. Ал әйелдің артынан осылай келе жатқанда ол күлімсірейді. Оның кірі, бірақ ол одан жалтарады. Ал кейіпкер оны бұрын көргенде сезінеді. Ол оны Лингпен бірге ауруханада көргенін есіне алды. Ол үйге келгенде оның суретін тапқанша және оның Батырдың анасы екенін білгенше суреттерді қарап шығады. Сондықтан ол Батырдың көмекшісінен оны Элидің анасымен таныстыруын сұрайды. Онымен кездескенде ол ұлын неге тапқан әрқашан қатыгез болғанын айтады. Ал ол басқа біреуді жақсы көргенде ол бәрінен бас тартуды шешті, бірақ өкініп тырысуды жалғастырды. Соңғы жылдары мен кейіпкерге жақындағым келді, бірақ ол мені әрқашан итеріп жіберді. Шынында да, біраз уақыт өтіп жатыр және кейіпкердің анасы мен кейіпкеріміздің арасындағы қарым-қатынас дамып келеді. Ол оған өзі жақсы көретін тағамдарды әкеледі. Ал ол оны жей бастағанда, ол бұл тағамды бұрын анасының қолынан жегендей сезінеді. Бірақ олай емес. Ол кейіпкердің осы мүмкіндікті пайдаланып жатқанын және оның күні бойы қасында болмағанын, сондықтан ол анасын әкеліп, оған жақсы көретін тамағын дайындап жатқанын түсіндіруге келіседі. Бірақ Линг бұл жерге ерте оралады деп ойламайтындар анасының оған тамақ әзірлеп жатқанын және Лингтің оған өтірік айтып жатқанын біледі. Ол оған ашуланып, оны қуып жібереді. Бірақ олар кейіпкердің еш нәрсеге кінәлі емес екенін және оны осында алдап соққан оның өзі екенін біледі. Бірақ кейіпкерге бәрібір және ол сыртта қалады. Ол тыңдап кетіп қалады да кейіпкерден оның мінез-құлқы туралы сұрайды. Ол мұны себепсіз қалай істей алды? Кейіпкер де одан аулақ бола бастайды және ол оған себепсіз ашуланғаны үшін өзін кінәлі сезінеді. Ал онымен татуласуға барғанда ол одан анасын кешіруін сұрайды. Бірақ ол оны кешіре алмайтынын айтады. Өйткені ол оны өмір бойы тастап кеткен. Менің балалық шағым оның кесірінен нашар өтті. Анам мен әкем болса да, өзімді жетім сезіндім. Біздің кейіпкеріміз оған қысым көрсетіп, оны көруге мәжбүрлеуден бастайды, бірақ оның сезімін көрмейді. Сондықтан ол одан кешірім сұрайды. Бірақ кейіпкер оған кінәлі болуға құқығы жоқ екенін айтады және ол өмір бойы анасынан қашпайтынын біледі және анасының келіп, онымен кездесуіне рұқсат беруін сұрайды. Біздің кейіпкеріміз оған екінші мүмкіндік бергеніне өте қуанышты. Келесі күні анасы келіп, онымен сөйлесуге тырысқанда, өкінішке орай, ол оны елемейді. Ол өзін ыңғайсыз сезінеді, өйткені ол оған әлі үйренбеген. Кейіпкеріміз сырттағы дауысты естіп, кейіпкердің сыртқа шығып, оның кім екенін көруін сұрайды. Ол сыртқа шыққанда алдынан нанды көріп, мұнда не істеп жүргенін сұрайды, бірақ ол оған жауап бермей, оны өз сөзімен арандата береді. Батыр оған дауысын көтеріп, не болып жатқанын көру үшін сыртқа шығады, бірақ оның алдында нанды көреді. Ол шошып, оны Батырдың ағасы деп ойлайды және оны одан жасырды деп ойлайды. Батыр олардың таныс екенін білгенде, төбелесуден бас тартқаннан кейін диалогты болдырмау үшін оны үйіне апарады. Олардың барлығы бірге отырып кешкі ас ішеді. Біздің кейіпкеріміз олардың қарым-қатынасы туралы және неге олар өздерінің аға әпкелері екенін одан жасырғаны туралы сұрай бастайды. Біздің кейіпкеріміз сондай. Ол өз сөзінде ол бізге мүлдем немқұрайлы қарайтынын және бізбен қарым-қатынаста болғысы келмейтінін анық көрсетеді. Кейіпкер атмосфераның қыза бастағанын байқайды. Сондықтан ол Лингтің анасын алып, оларды жалғыз қалдырады, яғни олар қарым-қатынасқа түсе алады. Содан кейін Нан Лингті тағы да арандата бастайды және олар оның әйелі екеуі осы уақыт бойы оларды бақылап жүргенін біледі. Ол да оған, жақында мен саған көмектесе бастаймын, қымбаттым, дейді. Ол оған не болып жатқанын түсіндіруден бас тартады. Оны арандатып, шиеленістіріп, шошытқысы келеді. Сондықтан ол оны тастап кетіп қалады. Біздің кейіпкеріміз Лингтің анасына барады, яғни ол ненді алдынан көреді және ол оған онымен бірге жүруін айтады. Бірақ анасы барудан бас тартып, одан қашуға тырысады. Сондықтан ол оған қысым көрсетуді жалғастырады және Линнің қатысуын пайдаланады. Және оның алдында масқара болмайтыны, ол оны қонақ үйге апаратынын біледі. Сондықтан ол келісуге тырысады және әдеттегідей онымен бірге жүреді. Ол қонақ үйге келе салысымен оны тұншықтыра бастайды. Ол оның жақын туысы екенін біледі.
Ол одан және оның ұлынан кек алады және екеуі де әрқашан тозақта өмір сүреді. Бұл уақытта ұлыңа көмектесе алмайсың. Оның теңгерімсіз және қалыптан тыс адам екені анық. Енді кейіпкерімізге көшейік. Ол кейіпкердің ренжігенін байқаған кезде ол одан кешірім сұрайды. Өйткені ол Нанның Беннің ағасы екенін білмейтінін айтып, өзі оларға қонаққа баруды ұсынды. Ол одан Нанды қайдан танитынын сұрайды. Ол оған олардың кездейсоқ кездескенін және оның өте жақсы адам болғанын және онымен айналысқысы келетінін айтады. Манан оны ренжітті және оған оңай болған жоқ. Ол одан енді онымен сөйлеспеуін өтінеді, ал кейіпкер келіседі. Кейіпкеріміз келесі күні жұмысқа келгенде, өкінішке орай, барлық акциялардың құлдырап кеткенін және оған көп ақша жоғалтқысы келетін адам бар екенін біледі. Кенеттен ол анасын теледидардан көріп, сөйлесіп, адамдарға ұлының оған ешқандай зиян тигізбегенін және оны тастап кеткен адам екенін түсіндіруге тырысады. Кейіпкер ол туралы айтудан бастады, бірақ ол оған көмектесуге және оның компаниясын банкроттықтан құтқаруға тырысқанына қуанышты. Сонымен бірге ол дүкенге баруды қойды. Кездейсоқ ол алдынан Нанды көрді. Ол онымен сөйлескісі келгенде, ол одан аулақ бола бастады. Ол оған: «Батыр сенен бұл туралы сұрады ма, әлде қалай?» деді. Бірақ ол Лингтің оған бірдеңе айтқанын жоққа шығарады. Ол оған: «Олай болса, мен бәрі жақсы екеніне көз жеткізу үшін бірге барайық», дейді. Бейшара жігіт онымен бірге мейрамханаға барады. Ол одан не жегісі келетінін сұрайды. Оның соңғы кездері мүлде тамақтанғысы келмейтінін білесің ғой. Қарашы, мен саған оның диета ұстайтынын айттым ғой. Ол оған: Жоқ, мені бақытты ет», дейді. «Сен жүктісің бе, әлде не?» Ол оның сөздерінен шошып кетті. Ол жүктілікке тест тапсыруға барғанда, ол шынымен жүкті екенін растайды. Бұл туралы оның досы Виви біледі. Сондықтан ол шынымен жүкті екеніне көз жеткізу үшін оны ауруханаға апарады. Өкінішке орай, ол бұл жаңалықты кейіпкерден жасырып, оған тосын сый жасайды. Кейіпкердің туған күнінде ол оған тосын сый жасауды шешеді. Ол жүкті екенін біледі. Және ол кешті дайындап жатқанда, оған әуежайдан кейіпкерді кездестіре алмайтынын білетін біреу қоңырау шалады. Ол оны қарсы алу үшін бірнеше рет барады, бірақ оны кейіпкер жазған. Ол үйге келіп, ондағы барлық адамдармен сөйлеседі, бірақ оны таппайды. Ол туралы сұрай бастайды, ал Вив оның кездесуге барғанын біледі. Сондықтан ол бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Біз Линнің ұрланғанын білеміз. Ол оянғанда оның алдында тамақ әкелетін көмекшісін көреді. Ол оны осында қамап қойған адам туралы сұрайды, бірақ ол жауап беруден жалтарып, бұл адамның кім екенін айтудан бас тартады. Сонымен бірге бұл Лингті алаңдатады. Ол көлігін бос тапқанша оны іздеуге шығады. Содан кейін ол үйіне оралып, Линді кім ұрлап кеткенін анықтау үшін полицияға хабарласады. Бірақ олар оның 24 сағаттан аспағанын және ештеңе істей алмайтынын айтады. Біз қазір көмекшісіне жалынуға тырысып жатқан кейіпкерімізге бара жатырмыз. Мүмкін ол оны аяп, ең болмағанда сырғаларымды берші, дейді. Бұл мен сен үшін жасай алатын ең кішкентай нәрсе. Идея мынада: сырғаға орнатылған бақылау құрылғысы бар және оның жоспары сәтті орындалды. Қыз сырғаларын қайтарып алады. Сондықтан бұл оның қайда екенін білетін кейіпкерімізге белгі. Бірақ олар оны анықтай алмай тұрып, ол не болып жатқанын бақылау камераларында ненді көреді және біз ұрлаудың артында тұрған адам екенін білеміз. Ол тез төмен түсіп, сырғаларын одан алады. Лин оны көрген бойда шошып кетеді де, оның өміріндегі барлық қиындықтардың артында тұрған адам екенін түсінеді. Ол одан кетуін өтінгісі келгенде, ол бас тартады. Ол одан көмек сұрайды, яғни ол сырғаны алып, одан құтылады. Ол Линнің шашынан тартады, өйткені олар оған жетпес бұрын онымен бірге қашып кететінін біледі. Сонымен бірге кейіпкеріміз сигнал келген жерге тез барады, бірақ ол келе салысымен оны үлкен сауда орталығынан тауып алады. Ол кейіпкеріміздің оған өкінішке орай күлгенін және оның қулығын шешіп, сырғаларынан тез арылғанын біледі. Линге қазір қауіп төніп тұрғаны сөзсіз және ол хамелеонмен кездесуге баруды шешті. Ран, кем дегенде, суретшімен таныс, бірақ ол одан ештеңе ұтпайтынын айтады. Қалай болғанда да, оның беделі батырлар күнін тойлау кезінде жойылады және ол әйелімен не болып жатқанына шыдай алмайды. Және ол бас тартқалы жатыр ма, әлде не? Мен оның осылай бас тартқанын қалаймын. Ал Гермес оны ояту үшін өзіңе кел, дейді. Олардың кесірінен сен әлсіреп қаласың. Олар ұрланған әйелдің сенің әйелің екенін біледі, бірақ батыр оған енді қолында ештеңе жоқ екенін және не істерін білмейтінін айтады. Чо оған ашуланып, оны және оның баласын ренжітетініне ашуланады және ол жүктілікке қарсы тұрады. Енді біз кейіпкерімізге көшеміз. Ол осылай оянғанда, ол алдынан Нанды көреді және ол оған мойынсұнбаса, ол оны қорқыта береді. Ол оны алып кетеді, бірақ ол оған қызықпайтынын және кейіпкердің оны құтқаратынына сенімді екенін айтады. Ол оны арандата бастайды, сондықтан ол оған ашуланып, оны өлтірмекші болады. Бірақ ол өз ойын өзгертіп, кейіпкерден басқа жолмен, атап айтқанда сізден және сіздің балаңыздан кек алатынын түсінеді. Содан кейін кейіпкер бүкіл өмірін депрессияда өткізеді және өмірін жалғастыра алмайды. Сонымен бірге кейіпкер депрессияға түсіп, айналасындағылардың бәріне салқын қарайды. Виви оған ашуланып, оған әйелінің жүкті екендігі туралы дәлелдер келтірді. Осылайша ол әрекет ете бастайды және оған медициналық тексеру нәтижелерін көрсетеді. Ол сондай-ақ өзіне өте риза емес және әйеліне қауіп төніп тұрғанын біледі. Ол шошып кетті. Біз Чу екеуінің осылай әрекет еткенін білеміз және ол Чу екеуінің жау екенін көрсетуге тырысты. Сондықтан Нан мүмкіндікті пайдаланып,
оның қайда екенін ашуға тырысты. Бірақ олардың жоспары, өкінішке орай, орындалмай қалды және ол оларға мүлде жақындамайды. Ал кейіпкеріміз тек шыдамды. Ол Ран-Хамелеонға қайта оралып, оған көмектесуін өтініп, Линнің жүкті екенін және бұл жерде болып жатқан оқиғаға оның баласы кінәлі емес екенін біледі. Хамелеон үндемей, оған ештеңе істемейтінін айтады. Кейіпкер ренжіп, оны кешіру мүмкіндігін жіберіп алғанын түсінеді. Бүгіннен бастап ол оның жүзін енді ешқашан көрмейді және ол туралы ойлайды. Ол анасына барып, Нанның Линді ұрлап кеткенін біліп, одан көмек сұрайды. Бірақ кенеттен оның көмекшісі келіп, героиннің қай жерде екенін білетіндерін біледі. Сондықтан ол анасын сүйіп кетіп қалады. Нан қоңырау шалып, героинді жалғыз қалдыруын өтінеді. Ол егер ол біреуден кек алғысы келсе, одан кек алу керек екенін айтады. Бірақ ол бас тартып, оның ұлы мен әйеліне тиесілі екенін айтады. Ол екеуі үшін де сенің жүрегіңді жаралайды. Оның көмекшісі келіп, полицияның бұл туралы бұрыннан білетінін және олардың оқиға орнына келгенін біледі. Наубайшы Нанды тез тауып алып, онымен бірге қашып кету үшін кейіпкерді алып кетеді. Батыр оның артынан келеді, бірақ үйдің бос екенін біліп, оны алып қашып кеткенін біледі. Біз әжемізді алып кетуге тырысып жатқан кейіпкерімізге қайта ораламыз. Олар оның дәретханаға бару керектігін біледі. Онымен бірге бармас бұрын, ол оны қорқытады. Ол оңға солға жүгіруді ойлады. Сонда мен саған жете аламын. Мен сені өлтіремін. Ол оған қорқу үшін мылтық көрсетеді. Шын мәнінде, ол оған сыпайы бола бастайды. Бірақ ол бірінші рет келгенде, ол жерде қыздарды көріп, олардан көмек сұрағысы келеді. Ол полиция шақыру керектігін біледі. Сонымен бірге кейіпкеріміз қыз оны оқиға орнына шақырғаннан кейін полициямен бірге келеді. Бірақ өкінішке орай, олар жоғалып кеткендей ешкімді таппайды. Енді біз Нанның Линнің онымен ойнағанын білетінін және полиция шақырғанын білеміз. Ол оның қулығын оған қарсы қолдануға шешім қабылдады және оларды алдау үшін оларға жалған телефон нөмірін берді. Ол оны қараусыз қалған үйге апарып, өзін ұстауды өтінді. Ол бұл жерде оған жету мүмкін емес екенін біледі. Біздің досымыз кейіпкердің оған жете алатынына үмітін үзеді, бірақ ол үнемі оның көмегімен ойнап жүрмін деп ойлайды. Ол оны қайтадан өзіне жақындатқанша, олардың бірге болған күндерін еске түсіре береді. Олар осылай сөйлей береді. Сондықтан Лин өз жұмысын бастап, одан су сұрайды. Ол оның артынан келе жатқанда есікті тез артынан құлыптайды. Ол батырға қоңырау шалуға тырысады, бірақ шошқа бұл туралы біліп, есікті сындырады. Ол оған бірнеше рет ескерткенін айтады. Келесі жолы оның шыдамы таусылады. Содан кейін мен сені тыңдамаймын. Ол және оның баласы әлі де қорқады және оны тыңдауға тырысады. Бірақ ол тамақ пен сусыннан бас тартқанды жөн көреді. Бұл шошқа кетіп қалады және оны өз еркіне қарсы жеуге мәжбүр етеді. Бірақ ол өз пікірін талап етеді. Ол бір аптадан кейін кейіпкермен кездесетініне өзін сендіріп, оған бірдеңе айтқысы келетінін сұрайды. Батырдың атын алғаш естігенде қатты қуанады. Үміт оған қайта оралып, сыпайы болып, оны тыңдай бастайды. Ол да Нанды өз пайдасына пайдалана бастайды. Ол онымен және оның сезімімен ойнайды. Ол кейіпкермен кездесуді белгілеп, оған қоңырау шалып, дереу кездесуді сұрағанша. Енді біз кейіпкерімізге барамыз. Нанның онымен кездескісі келетінін білгенде, ол қашып кетеді. Олар одан не қалайтынын және кейіпкеріміздің қайда екенін сұрайды. Олар оның оны кешіруге дайын екенін біледі, бірақ ол оны еш зиянсыз өзіне қайтарып берді. Бірақ Нан оның сөздерін мазақ етіп, оның қайда екенін білмейтінін жоққа шығарады. Қанша тырысса да, оған жете алмайды. Ол оны тастап кетеді. Содан кейін ол өздігінен кетеді. Ол келіп, оларды полициямен бірге оларға жеткенше, Лин онымен әдеттегідей ойнауға тырысады және оны өз ойын өзгертуге және үйде қалуға мәжбүр етеді. Бірақ бұл жолы оның сөздері оны алдамайды. Олар бұл жолы елден тыс жерлерге шығуға тура келетінін және олармен ешкім байланыса алмайтынын біледі. Олардың әңгімесінің ортасында кенеттен Линк пайда болады. Кейіпкер бұл Нанның оған зиян тигізетін тұзағы деп ойлап, шошып кетті. Ол одан кетуін сұрайды, бірақ Линк орнында тұрып, Нанды қорқытады. Егер ол оған жақындаса, ол әйелін және оның құрсағындағыны өлтіреді. Ол мылтығын алып, мұның бәрін анасынан кек алу үшін істеп жатқанын біледі. Ол маған әрқашан жаман қарым-қатынаста болды. Әрине, сенен айырмашылығы, ол бұзылған ұл еді. Сондықтан мен оның жүрегін сенің кесіріңнен жаралауым керек деп шештім. Сен өлесің. Линк оның назарын аударуға тырысады. Содан кейін оған шабуыл жасайды. Бірақ Нан мұны байқап, өзін қорғайды. Сіз олардың арасында қатты күрес жүріп жатқанын сезесіз. Олар бір-бірін ұстап, оңды-солды қағып жатыр. Ол екіншісін ұрады. Ал ол орнынан тұрып, оларға кері соққы береді. Нан, өкінішке орай, одан қашып кетеді. Ол мылтығын алып үлгереді. Олар ойынның қызықсыз болып кеткенін біледі және оның кейіпкерді өлтіретініне күмән жоқ. Ол кейіпкерді ұру үшін мылтық алып шығады. Бұл жерде кейіпкер оқты өзіне алуға бел буып, оны құтқарады. Ол ненді есінен танып, кейіпкерді қорғағанына ашуланып, оны өлтірмекші болады. Бірақ полиция дер кезінде келіп, ол жерден кету керек деп шешеді. Кейіпкерді тез арада ауруханаға апарады. Ол оны құтқаруға тырысады және оған ауыр ота жасалады. Бірақ ол әлі комада жатыр. Дәрігер оның жағдайының жылдар бойы жалғасуы мүмкін екенін біледі. Кейіпкер есінен танып қалады және онсыз не істейтінін білмейді. Мен саған айтамын, ол баласы үшін осылай ұстайды. Ол кейіпкерге қамқорлық жасауға тырысады және үнемі оның жанында болады. Енді ол әкесімен кездесуге барғанда Чоға барайық. Олар Линктің компаниясына қауіп төніп тұрғанын айтады. Себебі басшылық оны пайдаланғысы келеді. Ол енді жоқ. Ол комаға түсіп,
басшылықтан босатылды. Кездесу келесі аптада өтеді және Хаккар жаңа қызметке кім орналасатынын өзі шешеді. Чу шошып кетті. Дәл осы уақытта Масуд Гленге барады және олар бір өзеннен екі денеге тән дене тапқанын біледі. Бірақ өкінішке орай, оның пішіні дұрыс емес. Сондықтан олар оның бар жоғына сенімді емес. Ол осы уақытқа дейін оның өміріне қауіп төніп тұрғанын біліп, өзіне қамқорлық жасауын сұрайды. Ол жерде жасырылған бірдеңе бар екенін байқайды. Ол одан оның не екенін сұрайды. Ол компанияда мәселе бар екенін біледі. Бұл адам барлық ұсақ акцияларды сатып алуға тырысады. Ол компанияны бірінен соң бірін басып алып, кейіпкерді басшылықтан оқшаулауға тырысады. Ол оның банкротқа ұшырап, суда қалғанын қалайды. Кездесу келесі аптада өтеді. Кейіпкер есеңгіреп, сол қалпында қалады. Ол өзін қалай ұстау керектігін білмейді, бірақ үндемейтінін және күйеуінің қоғамының ауыртпалығын қалай болса да көтеретінін қайталайды. Осыдан кейін ол үйге келгенде батырдың анасын сол жерден табады. Ол ұлын шығарып салу үшін бір апта бойы ауруханада болмағанына сенеді. Тіпті анасы біраз уақыт сылтау айта бастаса да, оған компанияда бос емес екенін айтады. Өйткені олар батырдан қалай құтылуға болатынын ойлап жатыр, сондықтан ол оған жақтастарын жинауға тырысады. Кейіпкер қуанып, оған алғысын білдіреді, өйткені ол оның қызығушылығы үшін қорқады. Анасы осы мүмкіндікті пайдаланып, одан кейіпкердің барлық инвесторларды тізімдейтін тізімін сұрайды. Осылайша ол олармен қобалжып сөйлесе алады. Кейіпкер бұл сұрақтың өтірік немесе басқа нәрсе екенін сезеді, бірақ ол оны ұятқа қалдырғысы келмейді және оның қайда екенін білмейтінін айтады. Солай болды. Келесі күні ол ауруханаға келгенде, батырдың көмекшісі оған акцияларды сатып алатын адамның батырдың анасы екенін анықтағанын және ол инвесторларды оған қарсы қойғысы келетінін. Сондықтан олар оны басқарудан шеттететінін айтады. Кейіпкер шошып, ол үшін үндемейтінін қайталайды. Ол инвесторларға хабарласып, олардың дауыстарын қамтамасыз ету үшін оларды өз жағына тарта бастайды. Жиналыс өтетін күні түпкілікті шешім қабылданады. Ол компанияға келіп, алдында отырған үйрекке өзінің шынайы шошқа табиғатын және оның барлық жоспарларын білгенін және олай емес екенін айтады. Ол оған ұлының ауруын пайдалануға мүмкіндік береді. Дауыс беру басталып, кейіпкер қазіргідей болып, компанияның менеджері болып қала береді. Оның анасы дәл осылай апатқа ұшырайды. Сондықтан ол өзімшіл болып, ұлының есебінен өзін ғана ойлайды. Енді сен барлығымен қарым-қатынасыңды бұзып, өзімшілдігің үшін екі балаңнан айырылдың. Ол оны өз өміріне жібергеніне өкінетінін және оны ұлымен қайта байланыстыруға тырысатынын айтады. Осы сәттен бастап, сен оған мүлдем бөтен екеніңді сезін. Егер сен маған тағы да жақындауды ойласаң, мен сенімен бұрынғыдай үндемейтінімді біл. Бұл жолы жазаға тартылуың керек. Ол оны тастап, жаяу жүріп, ауруханаға барады, бірақ кейіпкердің жағдайы әлі де тұрақсыз екенін біледі. Ол олардың естеліктерін еске түсіруге тырысады. Ол оған компанияда болған оқиғаны айтып береді. Ол онымен сөйлесуді жалғастырады, бірақ жақсару жоқ екенін байқайды. Ол оянады деген үмітін үзіп, жылап отырады. Бірақ кенеттен кейіпкер оянып кетеді. Міне, ол шошып кетті және оның ақыры жақсы болғанына қуанып кетіп қалды. Дәрігерге келетін болсақ, Фабиш бір керемет болғанын және оның жақын арада шығарылуы мүмкін екенін айтты. Мұнда кейіпкер өте бақытты. Шынында да, кейіпкер бірден босатылады. Ол оны қарсы алуға барады. Ол бірінші кезекте ол туралы шындықты білетінін түсінеді, бірақ ол одан аулақ болу шартымен оны жібермеймін деп шешеді. Содан кейін ол оны тастап кетеді. Ал үйге келгенде денсаулығы жақсара бастайды. Сондай-ақ кейіпкермен қарым-қатынасы жақсарады. Ол оның өзі үшін және компания үшін не істегенін біледі. Шаршағанына қарамастан, ол оған әрқашан қасында болып, жақсы және жаман күндерде көмектескені үшін алғыс айтады. Кейіпкер оның сөздеріне риза және олар оның әрқашан отырған Вивиге көшейік. Ол телефонға қарап, оған жіберген қыздың жақын арада кездескісі келетіндері туралы хабарламасын оқиды. Міне, ол ренжіп, кейіпкерімізге жақындап, міне, біз әрекет етуіміз керек, дейді. Біз барып, онымен бірге отырғанда, оны қылмыс үстінде ұстаймыз. Бірақ олар ол жерге келгенде, оның жұмысқұмар болып шыққанын біледі. Яғни олар оған зұлымдық жасады. Ол солай істеді. Содан кейін олар кетуге шешім қабылдады және фильмнің шығуына орай барбекю кешіне барды. Ол өлді. Ол оған кіргенде суретке түсіп, Линді осылай жалғыз қалдырады. Ол біреуден онымен кездесуді сұрайтын хабарлама алады. Ол кенеттен кетіп қалады да, бір адамның пайда болғанын естіп, Чуды таңдайды. Ол оның жоғалып кеткенін байқап, ол туралы сұрай береді. Сондықтан оның досы қатты таң қалды. Өйткені олар бірнеше секунд бұрын бірге болған. Сонымен бірге кейіпкер оянып, Нандың әлі тірі екенін және оның өлмегенін немесе басқа нәрсені түсінеді. Ол өлмейтін сияқты ма? Әлде не? Құдайға ант етемін. Ағай, сен бізді әбден тоздырдың. Саған келетін болсақ, сен одан тағы не қалайсың? Деп анда-санда жоғалып кететін сенсің. Және ол оның мақсатына жетіп, Линктен кек алды деп ойлайды. Яғни ол оны өлтірмекші болды. Ол оған, сенімді бол, бұл жолы мен сені өлтірмеймін, тірі қалдырамын, дейді. Кенет олардың сөздері Линкке жетіп, оны құтқаруға тырысады. Бірақ содан кейін Нан егер ол оған жақындаса, оны өлтіремін деп қорқытады. Ал кейіпкер өзінің жынды екенін біліп, осылай істеп жатқандықтан,
онымен келіссөздер жүргізе бастайды және тағы не қалайсың деп сұрайды. Ол оған: жоқ, мен елден қашқым келеді, дейді. Әлем басқа ештеңе емес, сен маған көмектесуің керек. Ол оған: мен саған қалай көмектесе аламын, дейді. Екіншіден, ол оған: анамнан кек алуымыз үшін маған көмектес, дейді. Ал кейіпкер бас тартқан кезде ол оны ренжіте бастайды және оны ұрады. Батыр одан оны ренжітпеуін немесе оған жақындамауын сұрайды. Бұл нәтиже береді. Сонымен бірге ол онымен сөйлесуге тырысады. Мүмкін полиция келгенге дейін оның назарын аудару үшін, және шын мәнінде жоспар сәтті болды және олар оның назарын аудара алды. Ал полиция келді және оларды құтқара алады. Ақыры олар осы қылмыскер мен оның қызын қолға түсірді. Ақыры олар бейбіт өмір сүріп, кішкентай баланың бостандық